Құрметті көзқарақты көрермендеріміз, бұл кітапхан жобасы әдеттегідей жүргізушіміз Хамит Ердехан бізге өзінің дайындап келген шығармасын айтатын болады. Біз оны талдайтын боламыз, барынша күлкілі талдауға тырысамыз. Сонымен, Хамеке, қош келдіңіз. Қош келдік. Жалпы бүгін қандай шығарма, Хамеке? Бүгінгі шығармамыз бұл адам баласының мінезіне тікелей байланысты болады. Мына көп жағдайларда біздің өзі өмірімізде келіп тұрған бір сәтті дейікші, сәтті біз мінез арқылы шешіп кетеміз. Көп жағдайда ақыл емес. Сезім шешеді ғой, былайша. Мінез шешеді. Сезім шешеді демеңіз, мінезбен шешіп кетеміз. Сол үшін ақыл шетте қақ қойғандықтан, сол мінезбен шешкеннің кесірінен көп жағдайда көп әттегенелер болып жатады. Қателесеміз. Сан соғып қалады. Сізді мақсат не ма? Менімен келіспеу ма? Әдеби айту керек те енді. Кітапхан болғаннан кейін оны әшейін ауыз екі әңгімемен айта беретін болсаң, оның несі кітапхан? Хан ба, шейін. Сонымен қандай шығарма? Бүгінгі шығармамыз менің өзімнің бұл кітап әлеміне, жалпы бұл поэзия жанрына, проза жанрына, роман, повесть, жалпы шығармашылыққа ғашық еткен жазушымның бірі Шыңғыс Айтматовтың Шынары менің, Шырайлы менің повестін. Сіздерге айтып берейін деп отырмын, қолдан келгенше бірге талқылайтын боламыз. Бұл повесттің сахналанған спектакльдары да бар, кинолары да бар. Оны ақтарсаңыздар, ізденсеңіздер, көресіздер. Табасыздар. Мен түсіндім. Бірінші көру үшін табу керек қой адам. Сіз де бүйтіп пас бермесеңізші, мен бітірткізетіндей маған ше. Мен сенің айдалаға теуіп жіберетінін қаяқтан білемін. Мен саған Тони Кросс шығарып қоймадым. Сен воротаға қарап тұр, не ана боковой судьяның басына тигізіп жатсың. Бұда кешірім сұраймын. Тапсайтта жүрмін ба? Жаңағы жазушының кәдімгі жазушы бар ғой, мақала жазады, газет жазады. Бұл өзі оқиға, сюжет дейді ғой. Соғыс жылдарынан кейін жаңағы бастау ола ма? Менен революциядан кейін соғыс жылдардан кейін соғыстан қайтқан адамдардың келіп жұмыс істеп сол бір дәурендер енді. Соғыстан кейінгі тұрмыс тіршілігі ғой жалпы. Тұрмыс тіршілігі, сол біздегі оқиғалар. Бұл жерде мынау осы Алатаудың бөктері, жаңағы Тянь-Шань тауы деп айтады, осы Алатаудың көп біраз бөлігін, или полный айтама. Тянь-Шань деп айтады, Алатау деп айтады. Тау дей берсеңші. Тау. Тау деген әшейін, бірақ тау елестейді да. Атымен айтсаң жақсы да. Тау. Соның арғы бетінде бүкіл жаңа машина айдайтын. Таудың арғы бетінде. Машина қандай жүк машиналарын айдайтын, неше түрлі мемлекеттік халықаралық тасымалдар жасайтын логистикалық қызмет атқаратын жігіттер. Ильяс есімді жігіттің өмірбаяны қозғалады. Және де сол көліктер ары бері қатынайтын таудың бектеріндегі ең бір қауіпті өңірлерде жол жөндейтін мекеменің жұмысшысы жайында Бектемір. Ильяс пен Бектемір. Бектемір жайында осы екі азаматтың бір-біріне тоғысып кеткен тағдырлары, екеуі бір-бірін танымай-ақ, бір-бірін көрмей-ақ, бір-біріне жанасып кеткен тағдырлары жайында сөз қозғалады. Бұл жерде маған тапсырма келді дейді. Сізге ма? Тапсырма сізге келді ма? Жаңағы осы нені жазып атқан. Бұны жаңағы бізде Талғат Темен режиссердің бір сұхбатында мен есі қойғам, қойылым сахналаған Талғат Темен Қызыл орамалда Шынарым деген несі бар, қойылым бар, мен өзім көргем. Астанада Қалеке театрында. Сода сол кісі режиссер кісі өзі айтады, бұл Шыңғыс Айтматовтың өзі дейді. Жаңағына журналистің рөлінде. Ол өзі. Айтып жатқан. Мен барып жаңағы Шыңғыс Айтматов ештеңе демеген. Шыңғыс Айтматов ол демеген, кейін айтқан ғой, оны жақында естімін ютубты. Шыңғыс Айтматов ютуб деген нәрсе жоқ кезде қайтып кеткен жоқ.
жоқ енді ол да бір телеарнаға айтып кеткен шығар, мен емес деп деген. ол кезде сенсің деп ешкім айтпаған шығар оған. Кейін жаңағы айтып жатқан не естіп қалдым деп жатыр, ол маңызды емес. Кейін Теменов айтса ол мен емес десе. Это совсем не важно. Біздер енді сол кездердегі кеңес өкіметі кезінде жазылған кітап болғаннан кейін шамалы орыс тілге де сәл жетіктігім бар да. Арасында күлесіңдер. Сол арасында сәл қосылып кетіп жатса, оны ойламаңыздар, жаңағы орысша араласып кетті деп. Сол заманның құрбанысыз ғой былайша айтқанда сізде. Бір әдеби шоқпары деп қабылдаңыздар. Орыс тілін ба? Етене еніп кеткен деп айтыңызшы. Орыс тілін қазақ әдебиетінің әдеби шоқпары ма сонда орыс тілі? Жоқ, әдеби шоқпар емес. Сол кездердегі адамдардың тіліне етене еніп кеткен шоқпарлардың бірі деп атында. Орыс тілі. Орыс тілдері қазіргі күнге дейін бар ғой. Қазір көп. Көп, өте. Шоқпар көп қазір. Сөйтіп жаңағы мен Тянь-Шаньға бір тапсырмамен бару керек болдым дағына. Позвольте мне сказать. Сол орысша сөйлейтіндер шоқпар бастар деп отырды. Орысша қоспаймыз. Тұрсақ. Қазақша сөйлейміз. Орысша литератураға бір күн бір тақырып арнаймыз өзіміз. Ой, қатты қызық. Ол күні мен келмейміз. Бүйтейік. Бастайық. Жұмысшы шықсын. Жұмысшы Тянь-Шаньға асығыс. Автобекетке барып едім дейді. Автобекет. Барып едім дейді. Ол жердегі соңғы автобус кетіп қапты дейді. Екіншісінің арасы 5 сағат. Қай жаққа кетіп қапты? Қай жаққа? Өзінің кететін жағына кетіп қалғанда, қайға кетіп жүрген алдын. Жоқ, бұл да енді сол жаққа барғысы келіп жатқан шығар. Сол жаққа қарай жүретін автобус ғой. Сонда қалай билет қалай алды сонда? Мына жаққа кететін автобус бар ма деймін? Жоқ, ол жаңа кетіп қалды. Мына жаққа кететін бар десе. Жоқ, маған мына жаққа кететін еді. Сен кәдімгі автовокзалға мәңгүрттікпен бармайтын жарсың. Жоқ, мен сізден қай жақ екенін білгім келіп жатыр, жай, болды. Тянь-Шаньға қарай деп айттым ғой. Тянь-Шаньға қарай. Тянь-Шаньға қарай. Нақты мекен-жай жоқ. Нақты мекен-жай бар. Бар, бірақ. Анау кітапта жазылған, өзің біліп алды. Ол нақты айтпай ақ қоя салайын мен. Жарайды. Соған қарай шығу керек болды. Сөйтіп асығыс барсам, алды автобус жүріп кеткен екен, келесісін күту үшін 5 сағат екен дейді. Ол жүре ма? Немене, пойыз ұқсап жүре ма автобусында? Пойыз ұқсап жүре ма деймін да автобустар. Қазір де күніне бір-ақ автобус жүріп жатады ғой кейбір жақтарға. Сондай ма? Сағат сайын жүрмейді ғой. Сөйтіп келесін күтуге уақытым атта, мен сосын жолға шығып кеттім дейді. Жаяу ма? Жаяу ғой, енді машинасы болса кете бермей ма? Или аяғында анандай ролигі бар екен. Жолда ма? Жаяу ма? Самокат шешіп алды. Болмаса ешекпен. Журналист. Сөйтіп журналист есекпен жүрмейді деп қойды ол. Бәрі жүреді ғой. Енді ешек ауылда ғана ғой, қалалық жерде болды. Болды. Сөйтіп жолға шықты. Жолға шығып, сол жолдың сәл жиегінде бір не тұр екен дейді. Бензоколонка деп айтқан. Заправка дейміз ғой біз. Бензоколонка тұр екен дейді. Сол жерге барсам, сол жерде бір ауыр автокөлік тұр екен дейді. Ауыр автокөлік. Көтеріп көріп па? Ауыр екен. Екі көкірекке берген ғой. Астына кіріп бепте сразу. Ауыр екен дейді. 12 рет көтерді. Былайынша 20 көтеріп жүрген десе. Мынау 12. 4 рет қайталаған ғой. 4 подходтан. Ауыр екен дейді. Не дейді? Жүк көлігі ауыр екен. Ауыр автокөлік. Ауыр автокөлік дейді. Сен де соны айттың ғой. Жүк көлігі ғой енді. Ауыр көлік деген мына автоны ғана қостырады. Жүк көлік. Орысша грузовик дейді ғой. ГАЗ-63 дейсің. Айналып келіп орысша түсіндіріп отырған. Жүк көлігі. Жүк көлігі. КамАЗ. Кет! Бүйтеді, тұр екен дейді. Жүк көлігі тұр ғой. Тұр екен, бензин құйып жатыр екен, жас жігіт екен, қуанып кеттім дейді ананы көріп. Жақсы болды ғой да, телешкеге қарасам ешкім жоқ, кабинасын қарасам ешкім жоқ, болды. Кететін болдым ғой мен деген ғой. Жас жігіт сонда бензин құйып жатып, анаған үндемеген ба, машинасын қарап жүргенге бүйтіп.
жайма сенікі деп ше. Машина бүйтіп қарап жүретіндей емес, келе жатты көріп қоясың ғой. Жоқ, ана бүйтсің, машина ішіне қарап. Еще көтеріп көріп отыр. Барташокты көр. Машина не желін тексеріп. Қуанып. Біреу аз болса насос алып беріп, ана қарап тұра берсем әлі. Айтып кетсе екен. Жағымпазданып па? Сөйтіп, машина. сөйтіп қаяққа қарай кетіп бара жатсыз дейді да. Енді айтады ғой. Жігіттен сұрады, қалай қарай кетіп бара жатсыз дейді. Аяқ қарай десе. Біздің Аяқ қарай. сояққа болып жатыр үшін. Автобустың артынан. Қалайша айтқанда не ғой? Ол бала ұзын ағашқа қарай кетіп бара жатқан машина екен. Бұл қуанып кетеді ғой, болды мен қаскелеңнен түсіп қалайын дейді да. Тура ұзын ағаш. Жолда ғой. Мен қазір сіздерге түсінікті қылып айтып жатырмын да енді. Жолымыз бір екен, мен жолдан түсіп қала салайын осы жерден дейді. Жігіт айтады, жоқ айып етпеңіз, мен алып кете алмаймын дейді. Мен тоқтамай жүрген жақсы көремін деген. Секіріп кетеді алатын болса Мінбей ма? Жоқ, машинам тоқтамайды десе. Иә, қазір бір от алдырған екен, өзім де білмеймін қай жерде тоқтайды. бензин біткеннен кейін бір тоқтайды дейді. Бензин біткенше айдаймын десе. Бензинді сөйтіп құйып жатырмын дейді. Ұзын ағашқа жетеді. Иә, егер ұзын ағаштың күйберсіне келіп тоқтап қалса. 80-мен айдаймын, өзіңіз түсіп қалам десем жүріңіздер. Сөйтіп, ондай емес я. Ай, сендерге әзіл болса болды. Ай, сендер. Сөйтіп. Ай, нашар. Сөйтіп жаңағы әкете алмаймын мен. Жас жігіт па? Жас жігіт. Айып етпеңіз ағасы, мен әкете алмаймын дейді. Сіз ауырсыз дейді. Иә, түрі кәдімгі сондай андай тұнжырап тұр дейді. Бір дейді, қандай ал тұнжырап тұрған адам. Салқын қараған ғой. Иә, кәдімгі бір ішінде бір мұң бар. Терең, әшейін мұң емес бір. Терең бір. Көтеріп көрген, батып көрген. Мұң емес, мұңайып жүрген жоқ дейді. Бір ішінде бір терең бір жұмбақ сыр бар сияқты десек қалай болады. Думка. Сондай болды дейді. Кабинаң бос қой, ешкім жоқ, мен жолдан түсіп қала салайын да. Дебем, жоқ аға, әкете алмаймын деп айтты. Болмаса телешкеңе мен не аласың? Жоқ аға, үйтіп кетпеңіз. Болмаса бүйтіп артына ұстап тұрасың. Жүгіріп па? Ол да болмайды депті. Сөйтіп бала анекдот айтып отыр. Бала машинасына мініп сат алып шығып кетті. Кешіріңіз қанеке. Болмайтын әңгіме. Мен ғой кешірем. Сөйтіп машина кетіп қалды дейді ары қарай. Сөйтіп түсінбей қалдым дейді. Неге ол қалай? Қалай ол төрттен келіп қалай жүреді деп. Өзің де түсінбей қаласың ғой. Ана машина бос. Өзің де іштей ренжіп адамдарға сипаттама беріп кетесің ғой іштей. Ақша беріп нашар адам екен деп іштей өзің. Ақша неғып ұсынбаған деймін де. Ақша неге ұсынбаған? 1000 теңге берейін деген сияқты. Ол ақша ұсынбағандығы ол ақша ұсынуға дейін бармаған ғой. Бармаған ба? Ол бала ол ақша ұсынбақ түгіл басқа ұсынса да ол әкетпейтіндігі көрініп тұр дейді да. Ана жерде сөйтіп. Басқа не ұсынбақшысың? Иә, бүйтіп артына ойланып қалып кетемін. Ана жақта сол оқиғаны сырттан бақылап тұрған жаңағы анау кассада отырған үлкен толық әйел қарап тұрып айтты дейді, сәл жымиып. Әртүрлі жағдайлар болады ғой адамның басында. Қоя берсейді дейді. Өйтіп айтпады ау қамеке. Сөйтіп айтты дейді. Өйткені қамеке касса енді дәл қасында емес шығар, өйтіп жай да салатындай. Ай, әртүрлі жағдайлар болады ғой деп анда айғайлаған сияқты. Қазіргідей емес шығар, заправка бәрі жақын жерде, мына жерде бір колонка, мына жерде қазіргідей магазин анандай емес қой. Ол қарап тұрды дейді, ана жалпы заправкаларында не бар ғой? Микрофон айтады ғой, 7-ші колонка 95 полный дейді ғой. Ондай болып сол жерден айтқан ба? 3-ші колонка ондай болып тұрады. Тең повторяй. Құйтырқы. Былай ғой. Ол кезде телефон жоқ, Инстаграм жоқ, WhatsApp жоқ. Адамдар адами мәмілені оның түріне қарап, оның ішкі құбылысын болып жатқан оқиғаға тікелей суреттеп те айтып бере алатын адамдар болған. Адами құндылық бар кездер ғой. Оқыған ғой. Адами құндылық. Мысалы сен бір оқиға болып жатқан жерге қарап отырып, өзіңнің бір комментарий ғой, былайша айтқанда, қазіргі тілмен айтқанда, әйел өзінің оқиғаға комментарийін жазып отыр ғой. Жазып кеткен ғой.
жазып кетпеген, айтып отыр да ол енді тікелей. Иә, айтып отыр деген дұрыс. Не қыласың? Болды, айтты. Дейді. Сөйтіп сол жерде Победа машина келді дейді, баяғы ескі Победа бар ғой, сол келді дейді, сен қол көтеріп тоқтат, оған міндім дейді. Сөйтіп жол жөнекей жаңағы машинадан қалай өз голосовать етіп тұрған ба? Тоқтатып ше өзі? Иә, енді қол көтеріп тұрады ғой енді. Ол жерде машина жиі өте бермейді ғой, арасында келеді, сол қол көтереді. Сол машина жақындағанда көтерген шығар бұл. Өзі адамдар да тоқтайтын шығар ол кезде. Негізі байқасаң, сол кездерді көшеде тұрсаң, машиналар тоқтайтын. Қазір көп тоқтай бермейді ғой негізі. Өзі тоқтайды. Кішкентай кезде білемін да, көшеде қол көтерсең тоқтайды машиналар. Сізде болып па едіңіз сол кезде? Кішкентай кезімде болды. Кассир болса. Сөйтіп жаңа машинадан өтіп кеттік дейді. Машинадан өтіп кеттік. Победамен ба? Победамен қасынан авгон алып кеттік дейді. Жаңағы жігітке қарадым мен дейді. Ашуланып өткенде мәз бұл. Сөйтіп рөлге тас қып, рөл қашып кететіндей тас қып ұстап алған дейді, осылай айдап кетіп бара жатыр екен дейді. Сөйтіп ары қарай жаңа кім ба? Ілияс па, тас ұстап алған ба? Иә, Ілияс кетіп бара жатыр ғой. Сөйтіп мен кетіп қалдым дейді, сөйтіп өзім тірліктерімді бітірдім дейді, арадан біраз жылдар өтті дейді, содан осы неге баратын болдым дейді. Тағы да бір жерге бір жұмыспен шықтым дейді. Ош қаласына деді ма? Ош қой дейміз, скорее всего. Сол пойызға мініп өзімнің купеме келіп жайғасып ем, бір жас жігіт арт қарап жатыр екен дейді. Таныс көрінді дейді. Бір кезде орнынан тұрды дағыны сыртқа. Артынан танып қойып тұр ма? Орнынан сыртқа шығып қайтып кіріп кеткен кезде мен таныдым дейді оны. Сол жаңа ғана мен алмай кеткен жігіт екенін ше. Бензинмен кірген ғой. Бензинмен. Канистермен ба? Рульмен кірсе ше. Жоқ, грузовигі тұрса. Үшінші болып Жинап ба? Рөлін ұстап алған тас қылып. Рөл қолында. Сөйтіп. Молодец. Сөйтіп ол жігіт келіп отырды дейді. Сөйтті да темекі шекті дейді жай. Купенің ішінде. Купенің ішінде. Шыға жөттізі. Бітіп кетсіздер. Сөйтті дағына ол маған айтты дейді. Амандасы да сосын аға таныдыңыз ба деп айтты дейді. Өзі ма? Сөйтіп ана жігітті ыңғайсыз жағдайға қалдырғым келмеді, сөйтіп сәл не қылдым дейді андай. Иә деп есімнен шығып кеткен сияқты сыңай таныттым дейді. Ана жігітті сыйлап тұр ғой. Да. Мен сұрайын да. Сен сұрайсың. Аға, мен таныдыңыз ба? Да. Конки берген да? Қатты. Иә. Ауыр қып берсе де жаман да, бірден ренжіп ше әлі. Иә. Дегенде жаманға. Да. Деп неме құрайды қарап өткізіп жібер. Сөйтіп мен сол жігітпін ғой деп. Сөйтіп дағына мен ол кезде сізді алып кете алмас едім. Бірақ енді қай кезде бұдан кейін жолықсаңыз деді, мен сізді өзім отырмаймын десеңіз де отырамын, отырғызам сөйлеп. КамАЗ бар тұр десе. Келесі жол ондай болмайды. Сонымен келісіп қойып, келісіп екеуміз қол алысып күлісіп алдық дейді, кішігірімше. Сөйтіп қол алысып күлісіп. Сөйтіп өтірік күлу жоқ. Қол алысқанда ма? Жоқ, үшеуің араңда. Қазір ма? Жалпы. Өлтірем тұра. Өлтірем. Маған айтып күліңдер. Не тай бұл? Не тай бұл? Шындық беріңдер маған. Кеттік ал. Шындық беріңдер, болмаса тыныштық беріңдер. Екеуін біреумен. Маған жасандылық бермеңдер. Сөйтіп сөйтіп жаңағы жігіт жайлап Ошқа дейін әлі 2 сутка жүреміз дейді. Ош деген шығар. Ош дейсің ба? Ошқа дейін әлі 2 сутка жүреміз, жатып қалдық. Ош. Ошқа дейін 2 сутка. 2 күн жүреміз. 2 сутка жүреді. Әдемі. Әлі қанша жүреміз? 2 сутка жүреміз. Қай қарыз? Ош. Қай қарыз? Ош. Содан, Қабеке. Сен қаласың. Молодец. Сөйтіп,
мынаны берші маған десе. Үйге барған соң айтайыншы. Пойызға барады. Бошқа билет ал. Соны айтушы. Түсінбей қалды ешкім. Қанша уақытта барамыз? Бұдан кейін қалмасаң да. Айтамайды емес. Жақында. Қайда отырсың? Қайда отырсың? Бішкек па деймін. Шығып кетсе. Өз ана болады ғой, бір ортада бір жігіт байқамай бір жыртып жібереді ғой. Байқамай. Сөйтеді да ол ойлайды, мен жыртады екен ғой деп ойлап қалады да, кейін шоуға ізденеді ғой, отырып ше тағы. Сөйтіп тағы да жыртып жіберемін деп отырып, іриді ғой. Сондай болатын болса өлтіремін. Сөйтіп ары қарай кеттік. Сөйтеді да ол жігіт айтады, мен не үшін сізді алып кете алмадым ол кезде. Маман шықпайтын сияқтымыз ғой. Әлі басында жүрміз. Не үшін алып кете алмадым, мен сізге соны айтайын дейді. Әлі жолымыз ұзақ қой дейді. Әңгіме айтайық қой. Иә, жолымыз ұзақ әлі 2 сутка жүреміз. Қанша? 2 сутка ғой. Қайғары оштады ғой. Сөйтіп баяғыда бір шутка бар еді сізде. Ескегіңді берші маған, мен есейін, сен еспесем, мә есе, о ес дейді. осыны канаға беріп ананы аласың. Замен білем. Жақсы. Саған Ош номинациясы бойынша ең үздік комик несін береміз. Ош қаласын. Ең үздік комик қалбасын береміз. Қалба жейттін болса. Артынша талқан жесе. Су ішпейші. Сөйтіп айтады. Капшон үй балықпен. Талқанға құм шекер қосын маған. Құрт ашшы құрт тұрады ғой, тұз сыртына шығып. Қатты кәдімгі. Екі азутсың сынып барып, үшіншісіне келгенде сынатынша құрт. Сөйтіп, мен сізді ол кезде не үшін әкете алмайтын едім, соны айтайын дейді. Мен балама кетіп бара жатыр едім дейді. Сөйтіп ана кісі таңғалып қалды. Баласына кетіп бара жатса, ота тұрған не бар екен дейді. Мен балама кетіп бара жатыр едім ол кезде. Балам артық адамдар жақтырмайды. Балам нән десе. Иә, сөйтіп та ол кісі анау жігіт Ілияс жаңа кісінің түсінбей қалғанын түсінеді тағыны, түсінбей қалғанын түсінеді. Сөйтіп тағыны түсінбей қалғанын түсініп түсіндіреді. Иә, түсінбей қалғанын түсініп түсіндіреді, түсінсін деп. Түсінсін деп айтылады. Түсіндіңдер ма десе. Сөйтіп басынан бастап айтады, сол соғыс біткеннен кейін мен осы базаға жұмысқа келдім дейді, сол жұмыс жасап жүргеніміз дейді. Алыстан басталды. Онша ана детальдарына, әңгімелеріне тоқталмай ақ қой, негізгі оқиғаларға кете берейін, сол негізгі оқиғалардың өзін жақсы айыратын сияқтысыңдар ғой. Сенім білдірді ма? Өте нелерің жақсы екен, суырып салмалық. Тақпырлықтарың жақсы екен. Татапқырлық. Не ойнап, квеншіктіңіз дедіңдер ме? Татапқырлық. Бұлар өлтіреді ғой, дей салатындар бар. Сөйтіп, сол неде жұмыс жасап жүрдім дейді, бізде диспетчер бола ма? Диспетчер болады әшіне. Сізге бәрі жасатқан бекен. Иә, сол пынның... Диспетчер дей салыңыз. Пын мен фыда мен көбінесе пынның таныс пынақ көте салам да. Фыға бара бермейміз ғонша. Фабрика деген сөздер жиі айтылмайды да ғой. Фабрикада бұл кетіп қойған. Фабрика деді. Сосын фо мәселесінде әкім құсап отыр ма? Фо мәселесі ойынша бұйырса жүргізейін деп отырмыз фоны. Сосын в мәселесінде көп не қыла бермеймін. Сөйтіп қамеге. Сол үшін істейді жұмыс. Диспетчер дедіңіз. Қадиша деген қыз дейді. Қадиша деген қыз өте сымбатты сипатталған кітапта көрікті көрсетілген деп тұр. Мен де андай несімен. Ұнады ма? Ұнады ма? Ұнайды ғой. Бұл жерде анау басты рөлдегі жігіт сен болып оқисың ғой кез келген жағдайда. Сіз Ілияс болып тұрсыз ба? Қыздан оңаша қалғанда сен де оңаша қаласың. Жаңағыдай жылайтын жерде сен де жылайсың. Қуанатын жерде қуанасың, шынданатын жерде шынданасың. Қызбен ба? А? Қызбен. Өзің да?
жоқ қызбен ғана емес былайынша да ма былайша да қызбен де сөйтіп жаңағы Хадиша деген қызға келгенде қыздың менде ойы бар дейді да кітапта жазады енді сол енді шіли ана жерде айтпаса да кітапта толығымен оқиғаны жазады ғой Хадишаның ойы бар. Хадиша екеуі енді шамалы әңгімесі дұрыс енді. әмпей-жәмпейлігі бар енді жаңағы не диспетчер жіберіп отырады жаңағы сен мына жаққа жібересің диспетчер әмпей-жәмпей не жіберіп отырады да машиналарды әр жаққа жіберіп отырады әмпейге жәмпейге сен әмпейге сен аяққа сен жәмпейге сен мияққа иә сөйтіп жіберіп отырады болды қамеге дұрыс емес иә сөйтіп жүргенде бір күні бір күнделікті өзім барып жүрген зат тасып жүрген жолымнан басқа бір ауылға жіберетін болды дейді. Хадиша ма? Хадиша емес, жалпы басшылық оны жаңағы машинасымен бір шифр тасу керек болды дейді неге фермаға, мал фермасына. Сол бір ауылға жіберу керек болды. Шифр андай ма? Өте не шифр ма андай? Өте қандай не ма ондай? Прозрачный шифр ғой. Қарапайым шифр ғой әшейін, шифр ғой, иә? Шифр ма? Шифр деп айттым. Негізі шифр, иә? Шифр деген басқа нәрсе ғой, код сияқты шифрлар болады андай. Соғыс кезі дегеніңізге айтып отырмын ғой, шифр. Профлист болсын. Сізге де емес, маған да емес. Сөйтіп сондай тасу ол жынданады кім, Ильяс. Шифр нәрсе. Жол жаман ғой. Жол жаман. Анаға барғысы келмейді ана жақ, ол біледі. Сөйтіп ана Хадишаға енді сөз өтеді, шамал еркелейді деген сияқты. Араларында жаңа еркелейтін де ақ бар деген сияқты екеуінің. Хадиша мен қолымда. Бір аяғын бүйтіп қойып мен қолымда емес қой, ол басшылық солай шешіп отыр ғой деп Хадиша жаңағы өзі ағынан жарылады. Сөйтіп сонымен сол күні шифр таситын болады. Мақұл, сен бүгін бір рейс жасап кел, ертеңге дейін бірдеңе қылып қоямын мен дейді. Хадиша ше ертеңге дейін өзім тасып істеймін. ертең түнімен ба обратный ятқан Хадиша жоқ профлистпен. Сөйтіп барып кетіп бара жатып жаңбыр жауды дейді. Өзі жаңбыр жиі жауады, таулы алқап. Сөйтіп кетіп бара жатқан кезде сонда бір кішігірім арық барады дейді. Содан өтіп бара жатқан кезде машинам батып қалды дейді. Арыққа ма? Иә, арыққа. Жолмен жүрмей ме арығыңыз? Кішкентай арық та енді. Жолдың ортасында ма? Жолдың ортасында арық көру саған. Енді қандай ғой қамеке? Алматының ортасында да толып жатыр ғой, дәу арықтар, ямалар. Машинадасың түсінесің. Болды. Айдаймын ғой. Енді оншамызда таудың жағасы. Иә. Оншамызда су ағады. Бұлақтар көп. Арық көп қой. Ильяс өзі арық жігіт еще. Не істе таңғала берді? Сөйтіп біреуіне батып қалды, ана жерде жаңа тапсырма бергендерге боқтап жыны келіп анада батып қалған несін әр білет өсіп астын қазып онша несін бұрайтын нәрселерін бұрап астында жатқан қатысы жоқ болса да ма қатайтып қойсың жер кетіп қалыпты ғой дөңгелегін астында жатқан дейді машинаның ша көтеріп па 12 рет сол ауыр машина сол төртінші батқа тұрып жатқан дейді сөйтіп астында жатам бір аяқ келді дейді мына жақтан ша боти секіріп па бір аяқ ботидің аяғы боти көрінді дейді аяқтың өзі несіне машинаның астынан көрінді етек көрінді дейді көйлектің етегі боти мен етектің арасында ештеңе жоқ сода етек осынша ғана көрініп тұр дейді ар жағы көрінбейді да адам Том и Джерридағы апа ма Том и Джерриде тек әйелдің түрі көрінбейді Джерри номинациясымен марапатталған сен еді сөйтіп етек көрді етек көреді етек кеттім десе сендер шаршатып қойып жатсыңдар мені болды қамеке ренжіме ұйықтап қаламын сөйтіп жаңа айтады әже дейді өз жыны келіп жатыр әжеге жыны келіп жатыр ма әжеге иә мен анау енді ол кезде машина аз ғой деп ойлап тұр ғой машинасы өзі онша адамды ары бері алып кетуге онша жоғалдап қалдым бұл жігіт ше негізі әже машина қазір жүрмейді кете беріңіз деген ғой сөйтіп анау кетті дейді ары қарай кетіп бара жатып мен әже емеспін жоқ мен кемпір емеспін деп
Бұлдан кемпірдің дауысымен айтады. Мен кемпір емеспін. Мен кемпір емеспін деп жас қыздың дауысы шықты дейді. Сөйтіп кімсің онда дедім дейді ана жігіт. шыға салу. Мен қызбын деді дейді. Сөйтіп мен не айтарымды білмей қалдым. Әңгімеге тарту керек болды. Не айтамын, әдемісің ба деп айттым дейді. Сөйтіп жағымсыз сөз ғой, иә. Әдемісің. Сөйтіп жазды, иә. Әдемісің ба деп айтты дейді. Сөйтіп анау жүріп кетті дейді. Мен сөйтіп артынан қарадым. Әдемі емес болып тұр ғой. Жоқ, мен әдемімін деп айтпайтын шығар. Неге? Мен айтамын мысалы. Сен айтасың ба? Жақсылар жақсымын деп Айқайлайды. айта алмайды. Жамандар жақсымын деп Жоқ, әдемілікке қатысы жоқ қой бұл әңгіменің. жамандар жақсымын деп Айта алмайды. айқайлайды. Сол бәрі бір ғой, Вообще тиісе алмай отырған екен. Түйісе алмай отыр, сен түйістіре алмай отырсың. Сен түйсігің жетпей жатыр ол түйсік. Жоқ, мен әдемілер әдемі деп айта алмайды деген жоқ қой ондай. Жақсылар, жамандар туралы әңгіме бұл. Әдемі, жақсы бәрі сол. Мына беттегі оң жақтағы әңгімелер ғой бәрі. Әдемі, сұлу, жақсы, көріксіз, нашар. Жиіркеніште деген ғой мына беттегі әңгімелер. Маған қарай советті бергенше. Болды, әдемі, иә, қыз. Қыз әдемі. Әдемі. Сөйтіп сразу машинаның артынан шықтым дейді. Машина жүріп кетті. Жоқ, сөйттім да қарасам жас қыз кетіп бара жатыр дейді. Шашы ұзын, белінен көйлегі де жарасып тұр дейді. Ботиы қандай әдемі. Ұзақ суреттесін. Ботиы келіскен деп. Енді қарапайым киім ғой, соғыс жылдарынан кейін қайбір қазіргідей киімдер дейсің. Қарапайым киім, кәдімгі әдемі құйылып тұрған киім шығар да, қыпша беліне. Кетіп жатыр екен. Сөйттім да машинаға мініп алдым дағаны от алдырып тұрып бастым дейді, әр бәлені айтты, давай деп қоямын дейді, машинаға сөйтіп машина шығып кетті дейді. Машина шығып кетті? Енді астында жатып бірдеңелер істеген ғой енді ол бала. Енді сол қыз келмейінше істелмеген нәрсе, қыз кетіп бара жатқанда істеліп кетеді екен. Қыз келмесе де от алдырып жүріп көретін еді негізі. Бірдеңе істеген ғой енді астында. Білмеймін, нақты жазбапты не істегенін. Шөп төседім екен. Или шынжыр байладым екен не істеген. Қыз итерген шығар мүмкін машинаны. Қыз итерген шығар. Қыз алға қарай кетіп қалды ғой. Қолымен итеретін болмаса. Ұзын қылып. Қызбен итеру деген. Қыз әдемі емес екен. Сөйтіп жұлып отырамын. Сөйтіп машинамен бардым да мына бет жағынан бардым дейді. Қыз мына жолдың мына жиегінде кетіп барады. Мен сөйтіп есігін ашып жібердім дағыны, анда джентльмен болып айттым дейді. Отырыңыз деп айттым дейді. Ол джентльмен болса өзі есікті ашып беретін еді оған мекен. Іштен аштым дейді, іштен. Сырттан ашу керек еді да. Қайсы нема тоқтамайды ол. Тоқтамаған ғой, жүріп келе жатыр. Қыз жүріп келе жатыр. Жай келе жатыр. Кейін. Тренд болған ол. Или жүріп келе жатқан машинаның есігін ашып отырыңыз деп қыз отырғыз соғыстырса. Жібер өзі қарап қалып кетсе. Машинада рөлде ешкім жоқ. Кетіп таудан құласа ары қарай. Іштен ашады да, іштен. Келістік па? Іштен ашсын ба? Болды. Іштен ашады. Іштен ашып, қызға айтты дейді, отырыңыз деп айтты дейді. Дейді, отыратын сияқты қойттым дейді, ойша. Отырыңыз деп айтты, қыз вообще елеген жоқ дейді, ол жүріп кетті дейді ары қарай. Сен балаңа баратсың ғой деген жоқ болсын. Сен балаңа бара жатсың. Жаңа жазды ғой. Бала жоқ қой. Журналист алмай кетіп едің ғой. Бала процесі әлі алда ғой. Сөйтіп отырғыз болды. Сөйтіп қызды сонымен тоқтап отырғызып алдым. Ақыры тоқтады ғой. Көрдіңіз ба? Ақыры тоқтап отырғызып. Тоқтап отырғызып алдым дейді. Бір батып алған ғой тағы. Сөйтіп айдап кетіп тұратын, қалай қарап отырсыз, үйіңізге дейін апарып тастаймын деп айттым дейді. Сөйтіп бір кезде қыз таныстық дейді. Менің атым Әсел. Екеуміз. Әсел ма қыздың аты? Қыздың аты Әсел. Қыздың аты Әсел, баланың аты Ильяс. Екеуміз танысып алдық дейді. Жолдың қотыр жолдарынан екеуміз иығымыз соғысып кетеді дейді арасында. Маған қатты ұнайды дейді. Байқаймын қыз да кетті. Байқаймын қыз да кетер емес сияқты дейді. Жоқ, қыз нормально отырса. Содан кейін жолдың тап түзу жолда кетті. Айнадай. Содан кейін жаңағы иығымыз жиі тисін деп жолдан шығып қотыр жолмен кеттік дейді. Тек иығы соғысып жатқанбыз. Сөйтіп жолмен кетіп үйіне дейін жеткізіп салдым дейді. Қызды? Иә, қызды.
апарып керек емес десем де деп айтты дейді қыз. Сонда да мен үйінің сәл жақында түсір тоқтап жатқан кезде үйінен біреулер шығып жатыр екен дейді. Үйінен біреулер шығып жатыр екен дейді. Қыздың апасы екен дейді. Жаңағы құдалар жақсы, онда жаңағыдай не қыламыз, бүйтеміз деп келісім беріп сөйтіп шығарып салып жатыр екен. мен соның бәрін бақылап отырмын дейді. Қыздың үйінде құдалық болып жатыр ма? Қыздар нағып жүрсін деп бүйтіп сұрамаған ғой ол. Иығын түйістіріп отыра берген ба? Жоқ, енді әкеп тастаған ғой. Сөйтіп сөйлеспеген екен. Қыз ары қарай кіріп кетеді. Сөйтіп барып енді қайтады ғой ол автобазаға. Қайтсап шифрды апармады ма сол күйі? Шифрды апарып тастады ғой ары қарай. Шифрды бүйтіп кеткен шықпаса жаңағы жерде ма? Зато иық тиіп жатыр ғой. Сөйтіп апарып тастайды. Ол келеді. Сөйтсе ертесіне Хадиша шақырады, ертесіне азанда. Міне дейді, сені басқа неге ауыстырдық рейске. Жөндеп берді кеше ан жаққа бармай. Бала ана жерде, қалай деп ашуланып кетеді ғой. Кеше ғана бармын деп жатқан бала. Неге ауыстырасыңдар? Естерің дұрыс па? Бірдеңе мына жаққа мен шифрды кім тасиды деп ше. Ферманы ойлап. Өзінікі емес. Иә, шифрды кім тасиды деп. Ол сөйтіп әңгіме шифрда болып тұрған жоқ қой. Сөйтіп ананы ұрысып сен Хадиша да түсінбей қалады. Сөйтіп болды, мен қол қойып, мына рапорт шығып қалған, сен неге кетесің дейді. 40-қа басқа. Қожа бастап 40-қа кетіп қалса. Қайға дейсің? 40-қа. Қожадағы. Сөйтіп 40-қа барасың дейді. Сөйтіп ана ол ана жаққа басқа машинаны уже тағайындап қойдық дейді. Шифрға ма? Иә, уже ана зат салатын жерге келіп тұрмыз дейді. Алдында бір машинаға салып жатыр дейді, кранша. Зат салып жатыр дейді. Одан кейін кезекте мен тұрмын дейді, артында көп машиналар тұр дейді тағы да. Ана жерде ойланып тұрмын дейді, бір жағынан кетіп қалғым келіп тұр дейді. Бірақ кетіп қалуға тым кеш сияқты дейді. Уже сөйтіп алдымдағы машина жүрді дейді. Миымда неше түрлі сұрақтар, жауабы жоқ. Не істесем екен? И сонымен бір кезде ана кран затты көтерді дейді. Келіп тұрып мен телешкеме сала берген кезде жүріп кеттім дейді ана ше. Сол жерде шешім шығарған ғой, газды басында жүріп кеткен күй ана есік жартылай ашылған есікті охранникті айқайлатып шығып кеттім дейді ана жерден. Воротадан ба? Воротадан. Сәл бүйтіп көтеріп шыққан ғой машина. Білмеймін. Сөйтіп содан тіке ауылға қарай тарттым дейді. Кім? Ильяс. Кімнің ауылына? Әселдің ауылына. Жаңа шифр таситын ауылға. Шифрсыз бірақ. Шифрсыз. Шифрсыз махаббат. Шифрсыз махаббат. Сөйтіп барсам көшеде ар іздеймін, бер іздеймін дейді. Үйіне бардым дейді. Жоқ, көрінбейді. Сөйтіп сол кеше кездескен жеріне келіп отырған ғой. Жаны келіп ше. Қайтадан. Жаны келіп быт болды ғой тірлікті. Ана жақтан кетіп қалдым. Ертең барған кезде косяк. Мына жағым мынау, қыз жоқ. Жұмыс жоқ. Бүйтіп жатқан кезде қыз келеді ғой тағы да ше. Әсел ма? Тағы қыз келіп тоқтайды. Неғып жүр ол жерде? Не бір жер қасында бір магазин бірдеңе бар ма әлде? Ештеңе жоқ. Әшейін жүр. Айтады ғой қазір. Сәл күтсей. Болды. Сәл күт. Сөйтіп тағына екі жағы ол да қыз да бір мен іздеп келатқан сияқты дейді да. Екеуміз де бір-бірімізге беймәлім бір жұмбақ сезім екеумізді бір табыстырып тұрған сияқты дейді. Жұмбақ көп екен. Жұмыртқа. Жұмбақты айтып отқан. Иә, өмірдің өзі жұмбақ қой. Иә. Сөйтіп екеуміз сол жерде машинаға мәндік дейді. Сонымен ары барып ыстық көлдің жағасында бір жаңа өзі екі ғашықтар жүретін жерлер бар. Сол жерге барып екеуміз отырдық дейді. Біраз уақыты көп екен да. Енді уақыт көп болғанда қазіргідей уақыт жоқ емес шығар. Сөйтіп қыз айтады енді осындай мені жасы үлкен бір кісіге құда түсіріп қойған екен баяғыда. Сол кісіге берейін деп жатыр. Осы бір-екі күннің ішінде алып кетеді мені дейді. Хадиша. Иә. Содан кейін қыз енді не істейді? Ол оған тигісі келмейді. Ильясқа. Үлкен кісіге. Сөйтіп жаңағы өзі айтар көшеде жүреді, өзінің ойымен өзі сарсаңға түсіп жүрген кезде сол Ильяс кезігеді. Сол тигісі келмей көшеде жүр ма бұл? Иә, ол жаңағы анау өзінің ойындағы, өзінің жүрегіндегі неше түрлі сұрақтардың жауабындай болып жолығады ғой Ильястың өзі, көрдіңіз ба? Тағдырлар қандай түйісіп тұр ана жерде. Бір-біріне, иә. Бірақ Ильясқа ол ешқандай жауап емес қой. Ильяс әшейін шифр апарады ғой.
ол да енді неше түрлі тағдыр ертесіне шифрсыз келді ғой. Шифрсыз келе беріп Хадиша бар ғой мына жақта. Хадиша жұмысы бар, көшеде жүрген жоқ қаңғып. Диспетчер. Жақсы вариант қой дегенім. Хадиша әдемі ма, әсел әдемі ба? Осы тұста соны айтып берсеңіз. Қайсысы әдемі? Содан сияқты ғой әңгіме сода. Әлде боты шешіп кетті ма? Бұл жерде жүректегі сезімнің шынайылығы әдемі болып тұр ғой. Сіздер ана бетін ғана арылып жатсыздар да, қайсысы әдемі деп ше. Жаңағыдай. Жоқ, мен ботиді айттым. Бет емес. Ботиді айтып жатырмын. Боти шешіп кетті ма деймін да. Боти емес, айтты ғой, әсел әдемі ба, Хадиша әдемі ба деп. Жоқ, ол өзінің сұрағы ғой, маған боти әдемі. Не істейсің сен боти? Кім? Ботидің нүкшесімен ұру керек. Ізін қалдырып ше. Балшық қылдырып. Я, ботидің ана астың өкшесінен түскен лайларды күлше қылып ойнайтын ек қойады. Қатырып қойып сөйтіп ойнайтын бендер сендер? Или сендер де шын күлше болды ма? Анау аяқ киімнің астынан түскен қатып қойған нелерді ойнадыңдар ма сөйтіп? Ойнадық. Шыныңды айт. Я, сөйтіп жүріп не керек, сонымен не керек? Сол оқиғадан, қиын ситуациядан шығу үшін Ілияс кімді? Әселді алып қашады ғой сол жерде. Бірден. Қызда кетәрі болмайды. Сонымен екеуі келе жатады. Иықтар соғысып. Иық пен иық. Жаңа бірінші автобазаға келеді өздерінің жұмыс істейтін жеріне. Уже адамдар сөз жерде жатпайды дейді. Уже адамдар есіп қойған дейді ана жерде. Оғай? Алып қашып кеткен ба? Біраз бірекелер. Енді кіргеннен кейін ғой, келіп құттықтап. Сол жерде жаңа өзінің досы болады. Досының аты кім еді? Ілиястың досының аты? Жансүгіров. Жантас. Ол жоқ, Жантай ол дос емес, ол күндесі Жантай. Досы Жантас. Досы Айдос қой деймін. Айдос па? Айдос мен Айдос деген жақсы жігіттердің аты ғой. Айдос деген жақсы да, дос болу ғой ше. Сөйтіп Жандос дегенде. Ердос. Ердос. Но только не Ердос. Сөйтіп Бопты, досының аты кім дедіңіз? Айдос. Сөйтіп ол жаңағы сол жерде кішігірім өздері той жасайды, беташар жасайды, сол автобазада ма жаңағы? Иә, сол жерде. Сөйтіп Айдостың өзі жаңадан салып жатқан кішігірім үйі болады. Сол автобазаға жақындау. сөйтіп енді қай жақта тұрасыңдар деп досына айтады, енді білмеймін, жатақханада тұрамыз. Онда сен біздің үйде тұра тұрасың дейді, сол үйдің қасында. Сол соның үйін береді. Өзінің сәл ары өзінде үйі бар, тағы да үй салып ғой. Біткен енді кішігірім. Бітпегенде шілей андай сартысланбаған емес. Ол жерде қазіргідей дәу үйлер емес шығар енді. Тез бітетін үйлер шығар. Сөйтіп сол жерге екеуі не қылады, орналасады. Арадан уақыт өтіп жатады. Әжептәуір екеуі бақытты күн кешіп жатады, Әсел екеуі. Әсел мен Ілияс. Әсел мен Ілияс өмірге Айдостың үйінде. Айдостың үйінде өмірге ұл келеді. Оның атын Самат деп қояды. Самат Ілиясұлы. Бақытты күн кешіп жатады. Бір күні неге Памирге дей ма, әйтеуір сол Қытаймен бір шекаралас жерге бір затты, бір фабрика салынып жатыр екен, бір көп мөлшердегі затты аз уақыттың ішінде, шифр емес, аз уақыттың ішінде материалдар ғой, құрылыс заттары ма, аз уақыттың ішінде тез тасып жеткізу керек. Сондай тапсырма келеді. Үлкен жиналыс болады өздеріне. Бастығы ойланады, сол жерде бәрі отырып не істесек болады. Машиналар оған жетпейді. Не ойланады, салып апару керек қой. Енді қарасай, мысалы, апару керек дейді. Иә, осы аптаның аяғына дейін жеткізу керек, сенде машина жетпейді. Машина жетпейді. Заттарды тез алып бару керек. Бір рейспен апара салайын десе, машина жетпейді оған. Қайтып келіп екінші рейс жасайын десе, уақыттан жетпей қалайын деп тұр. Ол кезде қазіргідей емес қой, ол кезде кеңес үкіметі кезі, ол кезде басшылықтың бұйрығы деген ол заң. Мектептің өзінде заң деген өте мықты еді ол кезде. Бәрі галстук тағып сондай еді қой. Тәртіп мықты. Тәртіп мықты. Сөйтіп таған не істейміз, ақылдасады бәрі. Сөйтіп таған біреулер сөйтіп Ілияс тұрады да, онда прицеп жалғайық дейді. Жол өте қауіпті бірақ. Мынау сіздер Баулоға шығатын жолды көріп педіңіздер? Иә. Ана жерде таудың жолдары енді машина құлап кету қаупі көп қой. Сол үшін ба? Иә, сондай жол ғой енді, сондай таудың жағасындағы жолдар ғой бәрі.
анау прицеп жалғамай-ақ машинаның өзінің жүру қаупі өте жоғары ана жер. Жаяу да қиын ба? Білмеймін, жаяу туралы әңгіме айтылмаған ана жерде. Жаяу кете беретін шығарсың. Бірақ не үшін? Бұл жерде ол жаяу туралы әңгіме отқан жоқ. Тек қана сол машина айдайтындар туралы жатыр. Сөйтіп та Ильяс айтады, прицеп жағалақ дейді, сол жерде дүйім жұрт қарсы болады оған. Жантай жаңа ғана көзінен. Прицеп не, сен басың істейма? Ана жақтың прицепсіз әшейін өтіп аш. Сіз кім? Ильяс намыстан. Жаяу өтіп аш деген шығар. Жаяу өтем, бірақ не үшін десем? Жаяу өтем, бірақ не үшін десем? Сөйтіп жаңағы басында айтқандай мінез ғой кімнің, Ильястың бір беткей қайтпайтын мінез ше. Қырсыққан, қайтпайды. Біреуге бірдеңені дәлелдейміз деп жүріп кейде мынау ақыл деген нәрсені ұмытып қаламыз ғой. Біреуге бірдеңе дәлелдеу ол шарт емес та, керек емес нәрсе екен негізі. Жаңағы сен өзіңнің шешімі, өзіңнің дұрыс айтып жатқандығыңды дәлелдеу керек емес екен ол. Жоқ, Хамеге ол ешкімге ештеңе дәлелдегісі келіп жатқан жоқ. Ол дәлелдегісі келіп отыр. Жоқ, ол жаңағы шаруа тез бітсін деп айтып отыр ғой. Шаруа тез бітсін деп, бұл басында прицеп жалақ деп айтты. Ана жердегілер, ой, болмайды дегендерге ол дәлелдегісі келді ғой, болатын. Міне көрдіңіз ба, ол жерде ол ана шаруа деген нәрсе қалды ғой. Ол жерде мінез да, андай менмендік деген нәрсе болып тұр ғой мына жерде. Мен дәлелдеймін, көрсетемін. Ана ақылды шетке сырып қойды, тек қана эмоциямен шешім шығарып отыр да бұл жерде. Осы нәрсенің ол бұл кітапта жалпы осы бір мінездің адамның басына таяқ болып тиетіндігі тек бұл кітапта емес, өмірде де көріп жатамыз ғой қазіргі. Өзіміздің өмірде де көп жағдайлар. Прицеппен қиын ғой. Ақыл емес. Қара, ақыл араласпай, тек қана мінезбен, эмоциямен шешілген жерде қай кезде де қасірет, өкініш, мұң жатады. Оның дәлелі қазір өте көп. Әсіресе қазіргі көп жас семьяларда көп сондай. Ақыл емес, мінезбен, тәкаппарлықпен шешіліп жатады. Сондай шешім шығарады да, ол сөйтіп та Қадишаның алдына кіреді диспетчерге, айтады, маған рұқсат қағаз жазып бер, мен прицеппен шығам дейді. Қадиша оны жақсы көргендіктен? Қадиша оны жақсы көреді. Ана әлі де жақсы көреді. Ол ана қызғаныш отында не қылса да, ол қызғанышпен анау Ильясты жек көріп кете алмайды. Анау кейде бір қызғанған соншалықты бір көралмаушылыққа салынып кетіп жатады ғой. Бірақ сенің оған деген махаббаты мен сүйіспеншілігінің тазалығы биік болатын болса, анау қызғанышты басып тұрады. Сөйтіп та қанша жерден қиянат пен опасыздық жасаймын десең де, жаңағы шынайылық кедергі болады. Сөйтіп та Қадиша енді жоқ деп айтамайды. Ол жарайды дейді ғой. Мақұл, шық. Бірақ мына жақты мен өзім бірдеңе жабармыз, мақұл көр дейді. Сөйтіп та ол түнде ешкімге айтпай жаңағыдай артатынымызын артқызып заттарын прицеппен жолда шығып кетеді ғой, жаңбырлы күні. Сөйтіп жолда кетіп бара жатады дағыны, сонымен батпаққа батып, жаңа прицеппен жарты жолда жүре алмай тұрған жерінен Жантай көріп қалады оны. Ол мазақтап айтатын нәрсесін айтып трассадан мына жаққа келіп Жантай автобазаға келіп өсекті жайып ана прицеппен кетіп қалыпты. Оны жаңа ана прицеппен кетіп қалыпты деп. Ана прицеппен ақыр шығыпты ғой деп айтты ғой. Ол сондай ғой, ана мынау деп жаңағыдай. Сөйтіп Айдос досы барып прицепті алып келеді қайтып. Прицепті ғана алып келе ма? КамАЗда қайтатын жер. Прицеп алынғаннан кейін сәл жеңілдейтін жер. Прицепке бала қалып кетпей. Сөйтіп КамАЗ келеді, қайтып автобазаға келеді. Анау деген тыңған, анау жынданып ше. Ильяс жұмысы жүзеге аспай қалды, дәлелдеймін деген кәдімгі жер болды ғой үшін. Өзінің дұшпандарының алдында. Таба болды. Жер болды ғой. Сөйтіп та ол ішеді сол күні. Сол жерде ма? Енді былай шығып ішетін жер, сол жерде сразу ішетін жер. Арақ қайдан алып шығып отыр деген ғой, бірден бүйтіп. Болды ғой, түсінікті нәрсе ғой ол енді. Болды, иә. Сөйтіп ішеді. Дүкенге барып алып ішті. Бірақ ол сол ісі арқылы Айдосқа ой салады ғой сол жерде. Айдос ойланады. Ішуге ішпеймін деп па? Ішу емес, прицеппен шығуға ойланады да. Айдос та ойлап кетеді ме? Айдос ойланады, прицеппен негізі шығуға болады екен. Шлангы жалғап, анау кәдімгі тормоз. Сондай орнату керек. Прицеп коляскаға, телешкеге, коляска деп қой. Телешкеге. Анаң тормозы жоқ қой айтпақшы. Иә, болды. Сөйтіп
Айдос прицеппен кетті. ойланады. Ал кім Ілиясқа соны айтайын десе, Ілияс тыңдамайды. Ой, кетіңдерші, ана мына боқтар, не қылып, Айдос, тыңдасай, тоқтасай, бірден айтайын. Болатын сияқты, кет, болмайды. Ештеңе болмайды прицеппен. Анар енді болады деп жатса, болмайды деп бәрі қарсы жатыр. Сөйтеді да ол боқтан өзінен өзі сол мінез ғой жаңағы. Сөйтіп шығып кетеді, сол күні үйіне кеш келеді, ішіп алып келеді еще. Сөйтеді да Әселге дөрекі сөйлеп қалады. Не дейді? Болмайды деп жатыр. Арасына түспедім. Не дегенін? Айтпады ма? Айтпады ештеңе. Жоқ, ол келеді да неге ашуланып тұрсыз дейді ғой. Әсел ма? Сөйтеді да ана прицеп батып қалды дейді ғой. Әсел сұрайды, прицеп деген не дейді? Не деген не? Деп ашуланып кетеді. Ашулана алмай ма? Ойдан құраған сияқты. Не деген не? Деп шығара алмай қалма. Телешкіде тағат тірейтінді. Как будто Әселді білетінді дейді. Ол шынымен білмей сұрады дейді да. Сөйтіп ертесіне ішіп, ішу жиіленіп кетті дейді. Бір күні неде ішіп отса, автобазаға бармай болды, күйініп ішіп кетті. жоқ, оны басқа жаққа ауыстырды дейді. Тікелей әлі шешім шығарылмады дейді кімге? Ілиясқа. Бірақ басқа жақты тасып жүрді дейді. Прицепсіз жүретін жақтарға. Прицеп басқа жақты. Сөйтіп, бірақ сөгіс болады ғой. Сөйтіп жүргенде бір күні неде кішігірім жаңағы неде ішіп отсам, магазин сияқты, кафе сияқты жер шығар енді өзі. Сөйтіп Хадиша келді дейді қасыма. Ол да қасыма келіп, екеуміз 100 граммнан көрдік дейді. Іше ма Хадиша? Сондай болып тұр енді, оны білмеймін. Қатты ол ішетінін талқыламай қойсылақ. Ішетін болып тұр ғой. Екеуміз біраз отырдық дейді, сол жерде әңгіме кәдімгі тура сол кездегі сәтімдегі жан дүниемнің емі болып келгендей болды дейді да ол ше. Хадиша ма? Емі болып келе беретін нәрсе көп екен да. Әселде емі болып келген жоқ па? Енді еркектің емі әйел ғой бәрібір. Әртүрлі әйел ма? Әртүрлі түсінген адамға негізі. Сөйтіп тағын Хадиша екеуі біразға дейін болады, сонымен көшеде екі әңгімелесіп, Хадишаның үйіне келген кезде, Хадишаның үйіне келген кезде, үйінің қасына келген кезде Хадиша қалу керек, ары қарай Ілияс кету керек қой. Сол кетпейді ғой. Хадиша ма? Ілияс. Не ой сонда? Егер шаршап тұрсаң деген әңгімелер кетеді ғана жерде. Қалай? Егер шаршап тұрсаң. Осы жерде демал болды. Сөйтсе Ілияс шаршап қалған екен шынымен. Ілияс шынымен шаршап тұр екен. Сөйтіп ол күні Ілияс шаршап тұрған болады. Сөйтіп тағы 1-2 рет шаршайды ол. Сөйтіп жүргенде бір күні дейді, әжептәуір кейін әжептәуір шығып жүрген кезім дейді, Әселмен қайтадан әңгімеміз дұрысталып, анау баяғыда ішуді сәл тоқтатып. Ол прицепті үйренді екен. Жоқ, кейін прицепті кім Айдос деген досы ол прицеппен тасыған ғой. Анау жынданып кейін шақырып айтпақшы болған. Осында кесейш прицеп тартып не қылып жатырмыз деген кезде ол ашуланып боқтап, Айдос та жын епті, құрсаң құры дейді. Күйдірдің ғой сен. Сөйтіп та ол сонда Хадишамен жаңағы шаршап бәрі түзеліп кете ма өмірінде жайлап? Жоқ, енді жүріп жатыр ғой енді сол өмір. Сөйтіп әйелмен Әселмен де дұрысталып үйіне де келе бастайды. Жайлап сөйтіп сол несі жаңағыда прицеп қалды өзінің проблемасымен. Сөйтіп жүрген кезде ол жаңағы үлкендердің алдынан өтеміз деп жүреді ғой бір күні барып. Ол әкетіп қалды ғой Әселді. Алып қашып кетті. Өте кеш емес па? Енді кеш болса да. Кеш болса да. Оларда басында сондай ой болады. Біраз уақыт өткеннен кейін барып екеуміз үлкендердің алдынан өтейік. Бір бала болғаннан кейін. Иә, Құдай қаласа жайлап уже қазықты қағып болғаннан кейін ешкім отказ бере алмайтын болып қалғаннан кейін. Иә, барамыз деп жүрген ойлары. Сөйтіп анау ұрысып ішіп келіп жүрген кезде сол нәрсені қозғаған кезде ол ашуланып ұрысып та берген кездер болған. Кімнің Ілиястың ше жаңағы шаршап қалатын кездерде ғой. Прицепті айта берсін. Сөйтіп бір күні келсем дейді, шаршап жүрген кездер енді келсем жаңағы Самат енді еңбектеп жатыр екен дейді. Баласы. Баласы. Сөйтіп соны көрсетті. Әсел еңбектеп. Сон Әсел балаңды қара деді, еңбекте анау бір үлкен қуаныш болды дейді. Бүкіл проблемаларды ұмытып, ана баламды құшақтап сүйіп, екеуміз сол жерде қайтадан не қылып, ертең Құдай қаласа ауылға барамыз деп, сонымен қайтадан еңбектеген күткен ғой. Иә, қайтадан әмпей бала өзі барсын деп. Иә, дұрысталып бір күні жұмыстан келіп үйге келсем,
сәл кештеу келсем үй бос дейді. Мына жаққа жүгірем бос. Саматтың жайын көрем бос. Ондай үлкен үй емес деп жатырсыз ғой. Жүгіріп қарайтындай. Енді кішкентай жерге де жүгіре бересің ғой. Тағдыр жүгіртіп қойса. Иә. Сөйтіп жоқ. Жоқ, ешкім жоқ. Үй пустой. Сөйтіп қаяға барады? Жүгіріп жаңағы диспетчерге бардым дейді. Хадишаға. Хадишаға сөйтіп. шаршап тұрмын десе. Енді үйінің қасында ғой енді. Иә. Сөйтіп тағына асығыс кіріп келеді, сөйтіп айтады, Әсел жоқ дейді. Хадишаға айтады ма? Хадишаға айтады. Хадиша қуанады. Қуанбайды. Әсел айтады, Хадиша айтады, мені кешірші деп сол жерде жылап жібереді. Неге дейді? Маған Әсел келді дейді, алдын кеше Әсел келіп менен сұрады дейді, бәрі рас па деп сұрады дейді. Мен не деп жауап беремін білмедім, мен рас деп айтып қойдым дейді. Не деп жауап беремін білмедім емес қой да. Үндемей қалса да болатын еді. Үндемей қалғанда, я рас, ол Ілияс біздің үйде деп айттым дейді. Мен оған сүйем деп қайтып айтып жіберген білмей қалдым. Ойбай! Қайтып айтып жіберген білмей қалдым. Кешірші мені деп жылап, ана Хадиша, кешірші мені, байқамай қалдым. Әселге кім Сөйтсе Жантай барып айтқан екен да оны. Әселге ма? Әселге осындай болып жатыр, кім Ілияс шаршап қалып жатыр, Хадишаның үйінің қасына келген кезде ана күйеуің шаршап қалып жатыр. Бәсе үйге шаршап келеді десе. Иә, соны сәл шаршатпа. Жолдан күтіп алсай деген сияқты айтқан да, шаршатпай. Сөйтіп Әсел сонда Жантай барда Хадишадан сұрашы деген ба Әселге? Кім? Әселге. Жоқ, Хадишаға барады енді, сол кейінгі уақытының өмірінің соңғы уақыттарында ең көп мәміле жасап жатқан адамына баратын шығар, бірінші алды басыңа күн түскен кезде. Өзі сондай емес па? Сен ең жақсы кіммен араласып жүрсің соңғы уақытта? Бір жағдай болып қалса, бірінші соған жағласын, мынандай болып қалды. Ол Хадишамен көп уақыт өткізіп жүр ғой. Әселге қарағанда, басқаларға қарағанда, ана достарын бәрімен ұрсып тынды автобазадағы. Өзі басқа жақта қатынап жүр, сөйтіп ана барады. Оған кім айтты? Жантай айтты. Жантаймен сөйтіп тағына ол барып Әселді тап, Әселмен балаңды алып кел, мен араларыңа түспеймін де, Хадиша сол жерде маңдайына тиеді. Ағаш па? Иә, бір әжептәуір бірдеңе тизе да маңдайына. Иә, ағаш, тағдырдың ағаш. Тағдырдың тақтай. Ол ауыр тиеді бірақ. Ол қатты тиеді. Әшейін ағаш тиген жақсы одан да. Сөйтіп та әжептәуір бір шаңырақтың ойрандағанына сол жерде көз жете ма? Көз жетеді. Көз жылдам екен десе. Сөйтіп та ана машинасын мініп шығады, кім үйіне барады, жоқ. Жаңағы тіке ауылына тартады ғой. Әселдің үйіне барады. Тіке ауылына тартады. Апасы шығады тағына, ана құдалық әлі отты. Құдалық әлі отты. Құданы шығарып сап тұрған бізді ма? Уже басқа құдалық. Сөйтіп апасы енді жөн жорғысын жалпы түсінеді ғой шет жағасын. Сөйтіп сол бала алдын келіп кетіп жүрген, Ілияс сол алып кеткен біледі, келеді Әсел тұрады. Ана ұрсып, қарғап сілеп қуып шығады. Сол кезде кетіп бара жатқан кезде мектептен қайтып келе жатқан баяғы сіңілісі, кішкентай сіңілісін көреді, мектепке барып қапты дейді же. Содан сұрайды, Әсел қайда? Әсел жоқ, ол кеткеніне біраз болды, оны әлі келген жоқ деп айтты дейді. Бір алқашқа баяғы кеткен. Бір алқашқа кеуге тиді деп естіді. Иә. Көзіне шөп сап жүрген дейді. Сөйтіп тағына онда Жантай етіп берген ба? Жоқ, енді қараңыз. Сөйтіп жүрген кезде ол күніге іздейді ғой. Іздейді, ана екеуі кездескен жерге келеді, таппайды. Жаңа ыстық көлдің жағасы, батқан жері, бәрін қарап жүр. Иә, таппайды. Сөйтіп бір күні қайтадан енді ішуді қойып, қайтадан риске шығып жүрдім дейді. Бір күні сол жаңа ғана Әсел екеуі бірге тұрып жүрген кезде бір кісілерді түнде бір неден рейстен қайтып келе жатып, бір тоқтап қалған, бұзылып қалған машинаны ол өзіне тиеп, жаңа ғана прицеп тиеген жерлермен үйіне дейін жеткізіп береді. Көмектесіп па? Иә, бір сол жерде жол жөндейтін кісілер екен деп, солар риза болады жігіттің қайсарлығына, несіне апарам деген. Осы кезде жаңа мінезі көмектесіп тұр ғой қайтадан. Иә, мінезі көмектесіп тұр ғой енді. Бірақ мінез көп жерде жаңағы көмектесетін де жерлері бар екен ғой деген. Жалпы айтады ғой. Бір не бар еді ғой, бір мақал бар еді ғой.
мақал көп қой қамеке. Мінез деген ол, иә, мінез деген жалпы ол сенің бойыңдағы былай от қой, былайша айтқанда, бір тұтанып тұрған. Ана Кас Даматоның сөзі бар ғой, Майк Тайсонның приемный әкесі. Иә, өкіл әкесі, тренері. От ол бір жоқ, ол айтады анау ағылшынша айтқан шығар. Ол страх деп айтады. Мен келеді енді жалпы екеуі. Страх ол бір от сияқты дейді. Егер оны сен дұрыс жасата білсең, ол сені жылытады дейді. Ал егер дұрыс жасата алмасаң, дұрыс пайдалана алмасаң, ол сені өртей жібереді дейді. Дәл сол сияқты жаңағы адам мінезде сондай. Кәдімгі андай ашу немен келген кезде сен оны ақылмен дұрыс жұмыс жасатсаң, ол дұрыс атқарады. Ол кез келген мынау батырлыққа, батылдыққа бару үшін ол мінез керек. Мінезді адам соған бара алады. Мінезсіз адам ол ез адам ғой, былайша айтқанда, ынжық. Бірақ ол мінезді, ол ақылсыз ашумен шешем деген адам, ол жаңағыдай тығырыққа тіреледі. Қандай жағдайда да. Сөйтіп сол жол жөндеушілерге көмектескен. Иә, кезінде көмектеседі. Сөйтіп тағын ол бір күні сөйтіп тасып жүріп қайтадан іше бастайды. Сөйтіп тағыны сол қаттырақ сөйтіп тағыны деген көп айтып жүрген жоқпын ба? Іште алмайды әдемі. Что-то таныс болып қалып да өзіме. Жаңа ғана естіген сияқты. Байқаңдар, ертең ютубта тек қана сөйтіп тағыны деп отырмайын. Жаман жыным келеді да бір сөзді қайталай беретіндерге. Сөйтіп тағыны бір күні түнделетіп, сәл мастау болып, кім әселді таппады. Содан күйініп ішіп жүр ғой. Деген арақ кімді? Жағдайы нашар. Достары анау ұрсып, қырылып, кетіп жатқан кезде тасқа соғысат тағыны, соғысат тағыны дегеннің өзі сөйтет тағының бір несі ғой, иә? Соғысып дей салыңыз. Соғысып. Сәл есінен танып жатқан кезде, сол жердегі жол жөндейтіндер оны кеп түсіріп алып, жаңа машинасын шетке шығарып, сөйтіп жаңа, суретке түсіріп аламын. Душқа. Грантқа түсірсе. Каз болған ма? Сөйтіп, домкратпен жерге түсірсеші, төмен қарай. Сөйтіп, тақ қандай түсірулер бар. Көңіл күйін түсірсе. Или саудасын түсірсе, қолына тұр. Бер 200-ге. Сөйтіп, машина ауырып отыр. Бер 200-ге. сөйтіп түсіріп алып, сонымен сәл есін жиғаннан кейін қараса, баяғы өз көмектесіп берген кісі екен дейді. Сол бұрын. Бектемір деген кісі. Бектемір. Байтемірмен сонда осы жерде кездесіп тұр ма? Байтемір. Алдында ол таниды ғой, жолда көмектесіп берген жігіт. Былай қатты етене араласпаған шығар дегенім ғой. Қазір бір-ақ рет сол алдында бір көмектесіп бергені бар, сол таниды, сол жігіт екен ғой дейді тағыны, айтады. Сөйтіп Байтемірмен екінші рет кездесті, алып қаша ма? Түннің бір жарымы. Әсел сияқты ғой деймін, алып қаша ма деген. Байтемірді ба? Екінші рет кездескен адамдар мәрін алып қаша берсе ма ол? Оған сонда екінші рет көзіне түсуге. Екінші рет кездесіп қалса, тымның алып қашып деп. Кім болсаң да? Алып қашып кет, еще тудырып жүретініміз. Пойыздағы журналистер рисковать етіп отыр. Екінші рет кездесіп па? Еще айтты ғой, мен естігенде. Ол жүргізушінің әңгімесі. Мынау жүргізушінің әңгімесі. Жүргізушінің әңгімесі. Осымен бітеді ма? Жоқ, біткен жоқ. Кітапта солай. Екі неге бөлініп жатқан жүргізушінің әңгімесі деп басталады. Және басында жазушының өзі айтады, мен бір нәрсені жігітке ашпадым дейді да. Бір оқиғаны, ортағы оқиғаны мен біле тұра, мен сол мән жайды оған ашпадым дейді. Пойызда келе жатыр. Пойызда. Оқырмандарға жазып отыр басында. Ашпадым дейді. Сол мен ашқанымда дұрыс болар ма еді, ашпағанымда дұрыс болар ма еді. Оны оқып болғаннан кейін бағасын өздеріңіз бересіздер деп ненің повестің басында жазады соны. Ол повестің басындағы әңгіме. Сөйтіп тағыны ана кім Ілияс айтады, сәл есін жиған екен, мен кетем дейді. Байтемір айтады, кеткенінес түн жарымда басың қан жарылған, өзің жағдайың мынау, жүр үйге, ертең. Өзі мастау. Өзі мастау. Сөйтіп ертең кетесің дейді. Сөйтіп үйіне қоярда қоймай, үйіне алып келеді, үйіне әкеліп, жаңағыда майшам жанып тұрады, үйіне келіп отырғызады. Сол кезде жаңағы сырттан келіншегі кіріп келді дейді. Келіншегі кіріп келген кезде Байтемірдің. Иә. Байтемірдің келіншегі. Қолынан түсіп кеткен отынның даусынан Ілияс жалт қарадым дейді. Қарасам Әсел дейді. Байтемірдің қатын болып кеткен ба? Енді
тоқтаса енді ары қарай бірден сюжеттен Байтемірдің қатын болып кеткен ба деп жаман тыңдаса оны әдемі қылып алып келеді де кітаби қылып оны қазіргі өсек әңгіме қылып айтып отыр адам жынын кетір Байтемірден көтеріп қойып па десе артынан сразу сөйтіп болды кірді иә отын түсіп қалды отын түсіп қалған қарасам әсел дейді ана жерде енді бірден әсел деп те айта алмайды неге енді Байтемір тұр ана жерде тұрса ше Байтемір келіншегім деп айтып отыр оны сөйтіп бірден ба оны Байтемірдің келіншегі екендігі қараған бойда келіншегім бірінші айтып қоя ма Осым келіншегім үйім машинам сөйтіп бір сөзбен сөйлейін ба дейік Байтемір сен әңгімең сөйтіп бір бала жүгіріп шықты дейді анау Самат жүгіріп шықты ма иә менен аумайды дейді ана қарашы мен ананы бірінші мен оқыған кезде бұл кітапты мен өзім сол кезде балам болды дәл сол кітаптағы суреттелген Саматтың жасындай ғой жастар ана жерде деген ойлашы сенің балаң бірақ басқа біреуді әке деп жүр ана жерде әке деп жаңағы Байтемірдің иығына асылып жатыр иә әке деп папашым иә Байтемірдің иығына асылып жатыр дейді сонымен бір ана бірден не деген секіріс дейді маған ұқсайды дейді ана бала сонымен бір кезде енді Байтемір айтады ма әйеліне айтты дейді ұят қайда дейді сонымен ұятты көршілері әкеткен екен сол көршілеріне кетті дейді сонымен Байтемірді далаға шығып кетті дейді бір жұмыстан сөзі ана баланы шақырып алып құшақтап сүйдім дейді құшақтап әбден мауқымды болып соң ана кімдер келген одан сұрадым дейді атың кім Самат деді өскенде кім боласың десем КамАЗ машина айдаймын деп айтады дейді ұқсамасаң тумағыр жаңағы алма ағаштан ұзаққа құламайды деген сияқты жаңағы ана деп басқа мақалдар айтып кетті сөйтіп қай жерге келдім мен ұятқа кетіп қалды иә сөйтіп отырған кезде сонымен кішігірім шай қойған болды дейді Самат па Самат емес Байтемір кімге айтып шай қойды дейді сонымен сол жерде отырып шай ішкен болдық дейді шай емес ішіп жатырық ана жерде дейді үнсіздік дейді ана жерде ашар шай ма иә үнсіздік сонымен маған төсек салып берді дейді өздері ана көрші бөлмеде жатты дейді байқаймын дейді ешкім ұйықтап жатқан жоқ дейді қалай байқайды Саматтан басқа әсел точно ұйықтап жатқан жоқ қалай байқайды оны біледі ғой енді әсел ұйықтап жатқан жоқ әсел ұйықтап жатқан жоқ оны біліп отырмын дейді өзі ұйықтап жатқан жоқ өзі яғни ұйықтап жатқан жоқ сонымен таң атты дейді сөйтіп Байтемір ұйқысыз ба бәрі ұйықтамай таң атты ма таң атты дейді білмеймін мен таң ата ұйықтаған шығар кішігірім сөйтіп азанда Байтемір ерте тұрдық дағыны жаңа машинаның несін түнде машинаның радиаторының суын ағызып тастаған екен кім қатып қалмасын деп ше қыс па қыс қой қатты қыс сол радиатордың суын ағызып тастаған екен онда әсел айтады мен шатаспасам ше радиатордың суын ағыздыңыздар ма деп хабары болып тұр ғой машинада прицептен кейін күн суық қатты суық уже зерттеп тастаған прицептің шланг тормозной шланг жалғадыңдар ма сөйттік та азада кім Байтемір екеуміз дейді Байтемір екеуміз ана машинаны алдынан от алдыратын машинада баяғы темір қара ауызбен айтып өйтпесең от алмай қара бір біріне қарап қойып қара Байтемір екеуі қара жағымсыз екеуміз ананы айналдырып жатырық дейді екеуміздің мақсатымыз машинаны от алдыру дейді сол айналдырып жатырмыз ішіміздегі сезім де бірдей сияқты дейді екеуміздің ойымыз да бір сияқты машинадан бөлек ойымыз да бір сияқты болып кетті сол жерде дейді сонымен бір кезде әсел келді оның әсел мына жақтан бір шелек су алып келді дейді жылы су ше сөйтсе радиаторына су құймаған екен да әлі сонда әсел біліп тұр радиаторына сосын радиаторына су құяды
сөйтіп екеуміз бір айналдырып жіберіп сонымен қар оталып кетті дейді. Сонымен Байтемір ана басқа жағын шығып жатқан кезде сол ана ненің машинаның моторының дауысын пайдаланып мен қар деп оталды. сөйтіп ана машинаның оталған дауысын, мотордың дауысын пайдаланып Әселге жақындап тұрып кеттік деп айттым дейді. Ана жүр менімен бірге. Ана кімге естірмейше Байтемірге жүр. Басқа жаңа өмір бастаймыз. Жүрші деп айттым дейді. Сонымен Әсел жоқ бармаймын деп айтты. Ананың бармаймын деп айтқан түрінен мен түсіндім дейді ананың бармайтынын. Точно бармайтын. Ана тағы бір айтсам бекен деп. Айтпаған ғой. Түрінен түсініп қойған ба сонда? Түсініп қойған ғой. Ғашықтың тілі тілсіз тіл, көзбен көрді, іштен біл дейді. Кім айтады дейді? Абай айтады. Абай айтады. Бізде табат деп ойламады. Күтпей қалды ма? Абай ма? Өз самиңыз айтып қойса. Абай емейді ме? Мұғали деп қысығып. Қайда алдыңдар ол десе. Сөйтіп енді ол бара алмаймын деген нақты түсінеді ғой, бармайтындығын ше. Ол ернімен айтқан жоқ еді дейді да, ол жүрегімен айтты дейді. Оны түсінеді да, Ілияс келеді дағыны, ол көз жетеді, Әселмен Самат ол жоқ ол үшін болды. Байтемірмен ол нормальный өмір сүріп жатқан сияқты. Сөйтеді да ол ана жерде бұл сезімдер қақтығысып жатыр ғой ана жерде. Оңай емес жағдай болып тұр ғой Ілияс. Сөйтіп келеді да Қадиш екеуі үйленеді. Екеуі келеді, сөйтеді да екеуі неге көшіп кетеді? Бішкекке көшіп кетеді ғой деймін, Фрунзеге дейді ол кезде. Сөйтіп екеуі сол жерде тұрып жүреді дағыны, арадан біраз жылдар өтеді. Күйінішпен ғой бәрі. Иә, сөйтеді да екеуміздің бір-бірімізді түсінеміз ақ дейді, сыйластығымыз да жақсы дейді. Шық қоямыз. Иә. Бірақ махаббат жоқ дейді ана жерде. Оны мен де түсініп жүрдім, оны Хадиша да түсініп жүрді дейді. Айта алмай біраз уақыт жүрдік дейді. Күндерден күнде мен үйге келдім дағыны Хадишаға айттым дейді. Мен кетемін деп айттым дейді Хадиша. Хадиша да сөзге келген жоқ дейді. Сен кет. Хадиша да жарайды деп айтты дейді бірден. Оны түсінді дейді да, ол жаңағыдай әңгіме ғой. Ол Хадиша қатты жақсы көреді Ілиясты бәрібір. Сенің бақытты болғаның ол менің бақытым деп. Жаңа ғана өзгенің бақыты үшін өзінде құрбан ете білу ол тарихта көп. Аз, бірақ көп десең. Мен тарихта көп. Мен айтпағым, тарихта осындай жазылған дастандар көп деп айтқым келген. Бұндай ғашықтар, шынайы ғашықтар аз, бірақ қайтта, бірақ көп десем. Дағынып отырсың ғой. Жаңадан, Дағынып отыр ғой деймді. Иә, Мұхтар Шахановтың өлеңі сияқты ғой анау. Әрбір қыран мәңгі ардақтап өтер болар өзге күн, өз-өзіңді ұмыта біл, бақыт үшін өзгеніңді. Сол сияқты анау Ілиястың бақыт үшін өзін ұмытып тұр ғой. Хадиша ары қарайғы өмірін ойлап тұрған жоқ та. Сөйтіп ажыраса ма екен? Иә, екеуі ажырасады, мен сөйтіп тартып отырып, жаңағы журналистке айтып отыр ғой оқиғаны, әлі екеуі Ошқа жеткен жоқ. Пойызға келдік қой. Пойызда келе жатыр әлі екеуі. Пойыздағы әңгіме бұл. Сөйтіп екеуміз, мен ары қарай Әселді іздеуге кеттім дейді ары қарай. Сөйтіп кім Хадиша Қазақстанға өтіп кетті дейді. Шығыс Қазақстанға қарай кетті дейді. Біраз жерге кетіпті. Қатты кетіп қапты. Сөйтіп мен келген бойда бір-екі рет іздедім дейді. Қойдым. Бір-екі рет қойдым десе. Бір-екі рет іздедім дейді, таппадым дейді. Әлі ма? Ол Байтемірден кейін білмей ма Әселдің қайда? Адресін біледі ғой. Байтемірдің үйінің адресін. Мен шатасып кеттім ғой деймін жерде, иә. Негізі бірінші Хадишамен кетіп қап, одан кейін бармай ма Байтемір? Иә, вот, бірінші, мен Хадишамен кетіп қалған жерін мен кеш айтып қойыппын. Бірінші, сөйтіп жүргенде деп айта салайын, иә. Сөйтіп жүргенде деп бастап кете салайын. Кейін ертең монтажбен келістіре саласыңдар өзі. Сендер қайта болмайтын нәрсе күліп адам шатастырып жібердің. Жоқ, сөйтіп, жаңағы қысқасы сөйтіп оқиға жаңағы. Иә, жаңағы сөйтіп та ол кімді таппайды ғой, жаңағы апасынан барып сұрайды, сөйтіп арыз дейді, бер дейді, Әсел таппайды. Ол жүргізушінің әңгімесі десе басынан. Колонкадан. Хадишаға үйленеді. Үйленіп Қазақстан екеуі Фрунзеде тұрып жатады. Түсінтіғам, айтпай қойыңыз ештеңе. Просто оқиға жаңағы Ілиястың машинада отырып Әсел бармаймын дейді да, бұл солай кетіп қалады ғой Ілияс. Жынданып. Дұрыс қой. Жоқ, ол жынданып кетіп қалатын кез басқа кез. Соны бітіре салсаңызшы енді соны. Бітіре салғанда жаңа кім
Хадиша Қазақстанға кетіп қалады да өзі соны іздеуге келеді. Сөйтіп жаңағыдай қайтадан бұрынғы жұмысын жасап жүреді. Келіп жаңағыда таныс жігіті ол кезде Айдос бастық болады ғой деймін. Дос жігіті. Редактор. Жұмыс жасап. Айдос редактор болып кетсе. Редактор. КамАЗға шашты милиция жайдармандан Диспетчер болып кеткен болса. Сөйтіп Айдоспен жүрсе, диспетчердің бәрімен жүре беретін болса да. Илес. Сөйтіп жүріп ол таба алмайды. Әселді қайтып келген кезде іздеп таба алмайды да, сөйтіп қайтып ішеді. Ішіп жүріп жаңағыда соғысады. Соғысқаннан кейін жаңағы оқиға болады. Жаңағы оқиға болады. Бәрің маушырап. Жоқ, біліп отырық қой. Соңында жаңа машина от алған кезде келесіз ғой қайтадан. Иә, сол жерге машина бармаймын. Иә, кім Әсел бармаймын дейді. Әсел бармаймын дейді, ол бармайды. Содан кейін ол күніге жаңағы баласын көруге барады ғой. Баласы сол жерде ойнап жүр. Мен оны алдында көрген болуым керек дейді да, ол баланы ше. Ол жерде ойнап жүрген. Алдында мән бермеген ғой дейді да. Сөйтсем кейін жолдың жиегінде ойнайды екен өзі 3-4 баласы ауылдың балдарымен дейді. Мамасынан ғой, ағашыларынан. Көріп қалып бір күні машинаға отырғызын дейді. Сонымен машинаға отырғызын дейді. Қыдыртам дейді, тастап кетем дейді. Баласымен кете алмай. Сөйтіп сол кезде журналистті көрді ғой бұл жолға. Жоқ, журналистті көрмейді. Сөйтіп бір күні жаңағы балалар күні болады. Иә. Бірінші мамыр. Соған ол маусым. Жоқ, мамыр деп айтады не жерде ше? Мамыр бірлік күні еді ғой. Бейбітшілік күні ғой? Бірлік күні. Или бірінші маусым дей саламыз ба? Бопты. Бірінші маусым балалар күніне ол машина сатып алдым дейді, КамАЗ. КамАЗ сатып алдым дейді. Тоқта тұршы, мен сәл есіме түсіріп алайын. Жоқ, ана жер сәл не болып кетті да. Жоқ, әдем келе жатсың негізі. Негізі дұрыс келе жатсың ғой. Жоқ, не қылып кетіп жатырмын ғой жерде. Өзі бұл Шыңғыс Айтматовтың нелері, иірімдері көп та, бұрылыста жаңағыдай. Просто бір адам туралы емес та бұл жерде да, 4-5 адам тағдыры. Сіз принциппен балжық қабатып қалдыңыз. Жоқ, сөйтеді дағына. Иә, дұрыс. Сөйтеді да машина сатып алдым дейді. Сөйтіп енді барсам, балдар ойнап жүр екен дейді. Балдар ойнап жүр екен, бірақ самат жоқ. Кім баласы жоқ, самат жоқ. Сөйтіп дағына нақ кемет деп біреу ауырып қалды деді, біреу мамасы жібермей қойды деп айтты дейді. Сөйтті да машинаны бит мынаны апарып бересіңдерші деп беріп тұрдым дағына жалма-жан қайтып жұлып алдым дейді. Өзім ойнаймын. Өзім ойнаймын. Өзі апарып беремін деп. Сөйтіп қарасам бензинім таусылған қырақ қапты дейді. Сөйтіп қайтадан келіп бензин құйып алайын дедім дейді да, сал артқа ұзақ емес еді дейді, қайтып артқа келіп бензин құйып атқан кезде сіз келдіңіз ғой дейді да. Мен алып кете алмас едім сізді. Хамеге сонда колонка алыс болып тұр ғой, иә? Жаңа бенза колонка ше, бірақ жерде ма? Енді қатты ұзақ емес, тағы ары қарай ауылға қарай бару керек қой ол. Іздеу керек деген сияқты, іздеп тапқаннан кейін де баласын отырғызып ары қарай ойнатам деген ойы бар ғой, енді өзінің мақсаты бар ғой. Сөйтіп тағыны бензинді мен толтырып алып тұрып сол жерден жүрдім, сол кезде сіз қасымнан Победа деген машинамен өтіп кеттіңіз ғой, мен көрдім сізді дейді көзі. Кісі болып отырсыз деймін. Сөйтіп мен тіке бардым дейді. Темекін шоғын басы. Темек жығытты вагонда. Сөйтіп бардым дейді. Сөйтіп Саматты көреді ол. Сөйтіп машинаға отырғызып алады, машинасын береді, сөйтіп бір ғана ой, машинаға отырғызады дағына Саматты түсірмеймін деп кетіп бара жатырмын дейді ғой. Алып кетейін деп. Қаяққа кетіп бара жатқанды нағып әкетіп бара жатқан. Өйткені ма? Жоқ, талай рет көрді ғой. Оны алдында талай рет соны қыдыртып тастап кетіп сөйтіп жүреді ол. Сөйтіп мамасы біліп қойып жібермей қояды ғой оны. Мамасы біліп қойып жібермей қояды. Сөйтіп тауып алады да, сонымен машинасымен кетіп бара жатырмын дейді. Сөйтіп бір жол жөндейтін жерден өтіп жатқан кезде ол Байтемірді көріп қалды дейді. Терезеден папа, папа деп айқайлады дейді. Мен кетіп бара жатырмын дейді. Өзің балаң басқа біреуді папа деп айқайлап жатыр. Ауыр. Кетіп бара жатырмын дейді. Сонымен бір кезде жылады дейді. Машинасын лақтырып жіберді дейді. Жылады, тоқта. Дейді, тоқтадым дейді. Машинаның есігін ашты, жүгіріп Байтемірге қарап жүгірді дейді. Байтемір құшақтап көтеріп, сонымен арға алып кетті дейді. Арттарынан қарап қалдым дейді. Сөйттім дағаны машинамды бұрдым дағаны автобазаға келіп машинаны тастап кейін басқа өмір бастаймын деп ол қаладан мүлдем кетем деген ой болды дейді. Жаңағы жерден мүлдем кетем деп келіп вокзалға келіп сол кетіп бара жатқан кезім осы дейді. Келді.
енді Құдай қаласа алда жаңа өмір бар шығар, менің де бір теңім жолығып, менің де бағым ашылатын шығар деп баланың үміті сөнбегенде әлі өмірім әлі да шығарды. Әлі жас. Журналисттің бір жұмбағы бар еді ғой. Айтпай қалдым деді ғой. Осы жерде оқталады ғой журналист. Айтсам ба екен, айтпасам ба екен деп тұрады да, өйткені ол Айдада ағыты осы жоқ отау десе. Жұмыртқа мәз оқылса. Өйткені ол сол жолға шығардан санаулы уақыт алдын сол жаңағы жол жөндейтіндердің делегациясы неге барады екен? Тәжікстанға ма барады екен? Ол кезде кеңес үкімет бәрі бір мемлекет. Сөйтіп Тәжікстаннан осы не түседі, жаңағыдай тапсырыс түседі, сол жол жөндейтіндер жайында бізге мағлұмат керек. Бұл сол жаққа бара жатыр ғой. Иә, бұл сол жаңағы мағлұмат алып келуге барады. Ол жаңа жолға шығардан біраз күн алдын болған оқиға. Сөйтіп тағын сол жол жөндейтін жерге барса, сол жерде жаңағы Байтемір деген старший кім дейді, сол Байтемір деген кісі екен, соған айтады, бізбен бірге орталыққа жүресіз ба дейді. Мен сізден біраз мақала жазып алуым керек. Жақында сіздер іссапарға барады екен осы делегацияларыңыз. Сол үшін бізге сіздер жайында көп ақпарат керек. Сөйтіп Байтемір айтады, кешіріңіз, мен барамаймын дейді. Бұмен жүргісі келмейді екен де ешкім. Омен ба? Әкеткісі келмейді, жүргісі келмейді. Бір түрлі бір минусы бар ау өзінің де. Ол сол оқиғаға тап кеп қалып отыр ғой. Ол журналистің бағы болып тұр ғой бұл жерде ше, сондай бір оқиғаға тап келгендігі. Сөйтіп жарайды енді мен үшін келген екен, сонда неден орталықтан онда бүгін қонақ болып кетіңіз дейді. Сөйтіп ойландым дейді. Жарайды деп қалдым дейді. Сонымен енді үйге апарып тастайсасын, балдар біздің кеш болып қалды. Мен қазір жұмыс біткеннен кейін барамын деп айтады. Жоқ, мен қасыңызда жүре берейін дедім дейді. Сонымен жаңағы 1-2 сағаттай жұмыс қалған екен. Сөйтіп қасында жүрдім дейді. Сол кезде Бектемір жайлап маған әңгімесін бастады дейді. Сөйтіп та ана неде кітапта жол жөндеушінің әңгімесі деп жаңа абзац басталады. Жол жүргізушінің, жол жөндеушінің әңгімесі басталады. Жол жөндеушінің әңгімесі. Бір күні дейді, түн. Басқа нәрсе. Шрек туралы бұрып кетсе. Ол соғысқа дейін де осы алқапта жол жөндеуші жұмыс атқардым дейді. Байтемір деген кісі. Сол жерде бір үйлендім дейді. Сол таудың жағасындағы жолдарды жөндейді ғой, былайша айтқанда. Таудың етегіндегі жолдарды жөндейді сол жерде. Алыс кетпейді. Үйде сол жерде 4-5 үй бар дейді ана жерде. Сол тауда істейтіндердің отбасы, кішігірім сол жерде тұрып жатты дейді. 2 қызым болды дейді. Сөйтіп бақытты өмір сүріп жаттық дейді. Жұмысын жүріп жатты дейді жұмысым. Сонымен соғыс басталды дейді, Ұлы Отан соғысы. Сөйтіп соғыс басталды да мен соғысқа кету керек болдым да, сөйтіп жаңағы келіншегім айттым дейді, сен төркініңе бара тұр. Бала-шағамен соғыстан Құдай қаласа тірі қайтатын болсам, өзім ап келем сендерді. Сөйтіп тағын ол, бірақ аналар әйел айтады, өзіміздің үйде күтеміз дейді сені. Қара шаңырақта ма? Қара шаңырақта күтеміз осы жерде. Сөйтіп мен соғысқа кеттім дейді, ол жақта да тұрып неше түрлі қиындықтарды көрдік дейді. Жол жөндеген олар, бомбалап кеткен жолдар, жол жөндеп жүрген ғой ол жақта да. Жарылат жөндеп кетеді, бұзылат жөндеп кетеді, төрбелек жөндеп. Сондай Байтемірлер көп болса біздің елде де, мысалы, жол жөндейтін деп подтекстім айтып қалса. Төле бидің бойында бір 2 Байтемір болса. Алматыға бір әр көшеге бір Байтемір. Алматыда сосын Алматы мен Шымкенттің трассасында бір 27 Байтемір болса. Әсіресе Қордайдың ар жағына бір 18 Байтемірді бір арасын бір 10 метрден столбы сияқты жол жөндейтін. Сөйтіп жүргенде соғыста бітті дейді. Сонымен соғыс біткеннен кейін сол өзі тұратын ауданның несіне военкоматына соғады екен де келіп, осыны қайттым деп жаңағыдай. Аман-есен келдім. Аман-есен келдім деп айта ма, бірдеңені тапсыра ма, бір білешер. Тіркеле ма, келді деп.
сөйтіп оған соқпай тіке ауылға тарттым дейді үйге. Енді оңай емес қой 5 жыл деген. Сөйтіп келсем өзі 4-5 ақ үйдік ауыл жоқ дейді ғой барсам. Ана жер деген мен 5 жылда көрген, соғыста көрген нәрселерім түк емес екен дейді ана жер. Ауылдың орнында басқа бірдеңе тұр ма? Кәдімгі тау көшкіні болып бүкіл ауыл үй қап кеткен ғой соның астында. Әйгелі бала шағасы қап кеткен, сонымен өте үлкен ауыр қайғы. Сол жерден бастап мен жүре бердім дейді, біраз бір 2 күндей жүрген ғой ше мең-зең болып ана оңай болмаған негізі. Сөйтіп жүрген кезде қайтып жайлап жұмысымды жасап жүрдім дейді, осы жол жөндейтін жұмыстарды жасап жүрдім. Ешкіммен бұрынғыдай бір бетпей болып қалдым дейді. Жаңағыдай тағдырдың мынандай сынағы, төбемнен түскен осы бір қасірет. Қасірет түрі. Төбемнен түскен қасірет бұл мен бір мына өмірге деген көзқарасымды бір беткей ешкіммен араласқым келмейтін күйге алып келген сияқты болды дейді. Сөйтіп жүрген күндері сол көрші кемпір қатты ауырып, үлкен кісі еді, сол орталыққа апару керек болды дейді. Сол жерде мен машина таптым дейді, сөйтіп көлік тауып сонымен орталыққа апардық дейді. Кемпірді. Сөйтіп жаңағы кемпірді сол жерге қалдырамыз деп, кемпір қалмаймын деп айтты. Қай жерге? Шын айдалаға апартызы кемпірді? Жоқ, больницаға да. Больницаға қалды, жағдай нашар екен деп, қалсын деп айтып еді. Қалмаймын деп, анерді қалдырып кетсең қарғаймын деп, сондай сөзге дейін барды дейді. Онда қалдырып кетпе деген ғой, ой апа болмайды, емделсең, жоқ үйге барам, өлсем де үйден өлем деген сияқты әңгімелер болған ғой. Сөйтіп жаңағы керек жарақ дәрі-дәрмектерін алып, мақұл жүріңіз қоймадыңыз бейгерге қыз ғой деп. Өлсеңіз өліңіз деп па? Сөйтіп жаңағы ол кездегі машиналардың көбісі кабинасы несі бар, артында тележкесі бар машиналар ғой. Прицеп бар ма? Жоқ, прицеп жоқ. Бұда прицеп жоқ. Жаңағыдай палаткамен жауып қойған сияқты. Сондай машиналар бар еді ғой, көріп бердіңіздер сонда? Көрмегенмін. Көрген шығар? Көрсетейін ба? Сөйтіп машина. Мен сол тележкесінде отырам, кабинада апа дейді. Апа жатыр дейді ауырып. Жаңбыр жауып тұр дейді. Жаңбыр жауып тұр. Соған күліп жатсыңдар ма? Жаңбыр жауып тұрған. Сөйтіп жаңбыр жауып тұрған. Сөйтіп машина тоқтады дейді. Ана жаңағы тележкені бүйтіп саңлауына бүйтіп қарасам, бір жас келіншек қолында баласы бар дейді. Күн суық. Киінген киімдерді қатты қалың емес. Жаңбыр оның үстіне. Жаңбыр жауып. Сөйтіп кемпір кабинада. Сөйтіп тележке мінгіздік дейді ананы, қызды. Сөйтіп жаңа қайға барасың деп жаңа шофер жігіт сұрап еді, анау түбәрә жауап берді дейді да. Түбәрә дейді. Дүдәмәлдау десек те болады. Дүдәмәлдау. Сенімсіз. Міне. Таныссыз. Сенің тіліңмен айтқанда, сенің надан тіліңмен айтқанда, сенімсіз жауап берді дейді. Дүдәмәлдау жауап берді дейді. Сіздер қайда бар жатсыздар? Аяққа қарай деп. Солай қарай деп. Қайқа Талдықорғанға дейді, айдай беріңіз деп айтты дейді. Мініп алды дейді, күн суық дейді, бала жылап жатыр дейді, мен бергі бұрышта отырмын, бала жылап жатыр дейді. Сонымен қасына сәл жақындадым да, менен қорықпаңыз деп айттым дейді. Балаға ма? Қызға да, бала кішкентай ғой. Бала жылап жатқанға айтқан, бала қорқып жатқан шығар деген. Мамасын айтады да оны. Мамасын айтады, менен қорықпаңыз деп, бала маған беріңіз деп айтты. Жаурап қалған сияқты ғой деп. Баланы алдым да, қойныма салдым дейді. Бала жылынғаннан кейін шамал тоқтады, қойды дейді. Сөйтіп ұйықтады дейді. Бала Байтемір жылтып тұр ғой баланы. Байтемір жаңағы. Анасы жылыта алмай тұр ғой. Енді анасының өз жерде сезімдер жылу атқан жоқ, бұл жерде тағы физикалық жылу керек. Кішкентай бала ғой, жаурап қалған ғой. Сөйтіп Кубайканың сыртына менің оның сыртынан кететін бір нем бар еді дейді да, военный шинелшен, киіз сияқты. Сөйтіп кімді қызда жаурап қапты дейді, келіншекті. Оны да бүйтіп баласы екеуі ше? Сөйтіп не алды, үстімдегіні алып жауып алыңыз деп айттым дейді да. Менің сыртынан ғой, шинелші, менің сыртынан, ең сыртынан кетті. Үстімдегіні алып жамылыңыз деп, қыз бүйтіп, қоя беріңіз деп, неғып ақша бат, ал деп айттым дейді. Сонда қаттырақ шықты дейді даусым ше. Бұйырып айттым дейді.
сөйтіп қыз бірден алды десе сөйтіп алып шамалы жылынып киіп алған ғой қыз. жамылып алған да. сөйтіп жайлап абай айтса мен де тоңып тұрмын. Қойшы. Шаша. сөйтіп бір кез біз өзімізге неге келдік дейді да, ауылға келдік, қыз шофер жігіт сұрады дейді ар жақтан, біз келдік деп. Қыз онда осы жерден түсіп қаламын деп айтты дейді да, бұрылыстың қасынан шығар. Ауылға кіре берістен. Кіре берістен, осы жерден түсіп қаламын деп айтты дейді. сөйтіп жаңбыр әлі жауып. сөйтіп қайға барасың деп айттым дейді ана қызға. Нақты жауап жоқ дейді да, түрінде ше. Қайға баратқанын өзі де білмейді. Айтпай ма сонда? Кете беремін деп айтты дейді. Сонымен онда былай жасақ, сен түсініп тұрмын жалпы жағдайыңды, сен жүр мен деп үйге алып кеттім дейді. Сен жүр деп айттым дейді. Әселге. Әселге. Сен ешқандай жаман ойың болмасын, бірақ мен сен мына қалде жібере алмаймын. Түсініп тұр ғой, үлкен кісі, неше түрлі өмір көрген, ақыл тоқтатқан, адам таниды, соғыстан көрген, анандай тағдыр көрген. Сөйтіп да үйге алып келдім дейді, үйге от жақтым дейді, кіргіздім дейді екен. Сөйтіп мынаған жаман ой болмасын деп, үйдің сыртында бір кішкентай не бар еді дейді. Көмірхана сияқты. Аға, отын-потын тұратын. Мен өзім сол жерде қондым да. Отын-потын тұратын көмірхана сияқты. Көмір тұратын көмірхана сияқты. Сөйтіп, енді әркім әртүрлі елестетеді ғой оны. Қазіргі елестетіп қалмасын деп жатырмын да, қазіргі елестеткендерің сияқты деп жатырмын да. Күрек адамға қоядым көмірхана. Сөйтіп жаңағы ертесіне азанда Әсел таң атып кетті ма? Таң атып кетті ма? Таң атып кетеді ғой енді. Мәңгі түн болып қалмайтын жер. Ертесіне азанда апаны ұмытып кеткен ба? Үйге отырханада мен жатайын. Үйге келсем дейді. Кім? Байтемір. Үйге келсем дейді, кетуге дайындалып отыр екен дейді Әсел. Мен айттым, дала салқын, сендер отыра беріңдер, мен өзім машина тоқтатам жолға барып деймін. Жолға барып, білмеймін қандай не екен, білмеймін. Машина тоқтатқым келмейді дейді, машина келе жатса бүйтіп қоя саламын дейді. Тоқтатқансып тұр ғой. Бір машина келіп тоқтап, қаяққа кетті, жоқ, жібердім дейді. Сөйтіп біраз уақыт жолдың бойында жүремін дағыны, келем дейді. Өтірік. Машина болмады деп. Негіз болды машина. Сөйтіп арадан біраз уақыт өтті дейді. Сөйтіп солай жүрді, күніге кетем де уақыт алып. Сөйтіп бір күні нақты айттым дейді оған. Кетпейсің деп. Қайға барасың сен кеткенде? Не мына жүрісіп? Сен кететін болсаң, онда мен де кетем дейді. Қорқыта алмаймын. Қаяққа кетеді, білмеймін. Нақты жауап бере алмаймын. Түрімнен оқып ал дейді. Бәрі түрден оқиды. Сөйтіп жүргенде жаңағы кім айтады ғой, Байтемір айтады ғой, мен сөйтіп жүргенде мен оны сүйіп қаппын дейді. Такси тоқтатып жүргенде. Анау баланы күніге еркелетеді, өте мінез жақсы кісі, бала да өзі еркелейді. Сөйтіп соны ерке бала болып тұр ғой. Еркелет алып жүріп, екеуі жаңағыда бір үйде тұрып жүр, мысалы. Көмірханада емес. Артық ештеңе болып жатқан жоқ, бірақ. Отбасындай болып қалған ғой. Дәм-тұз жарасып күндіз. Күндіз? Күндізде енді түнде бірге болмаса да, күндіз дәм-тұз жарасып бірге сөйтіп әңгімелесіп. Сен бүйтіп жазады ғой кітапта. Жалғыздықпен жабырқаған жаныммен сүйдім дейді. Қайғы қасіретке әбден шөлдеген тағдырыммен сүйдім. Қайғы қасіретке зарыққан тағдырыммен сүйдім дейді. Мен осы анау Байтемірдің сүйгендігіне ешқандай күмән келтіре алмайсың ғой. Ана сөздерден кейін. Сүйді ғой шынымен де. Ол анандай қайғы қасіреттерінің орнына Алладан келіп тұрған сый деп қабылдайды ғой, жүрегіне солай орнығады ғой. Анандай жағдай. Баласымен берді ғой. Соғыстан, тем более баласымен келіп тұр. Сөйтіп, ол бар болмысымен сүйдім дейді. Ол айта алмаймын дейді ана жерде. Әселге ма? Сендерге. Айтып жеткізе алмаймын сезімімді. Сөйтіп, бір күні Әсел үйге келсем жұмыстан дейді. Әсел, қараңыз, балаңыз деп айтатын болды дейді маған. Балаңыз жүріп жатыр деп.
қарасам Самат жүріп жатыр екен де құшақтап жүгіріп Әсел де кетер емес екен да. иә көтеріп алып қарасайшы кетері болмағанда көтеріп алып құшақтап қарасаңшы Самат Байтемірім қаласаңшы Әсел атын өзгертіп Әсел жаным деп қалды дейді сол кезде Байтемірге Байтемірге ана сөзді кәдімгі тікелей жүрекке кәдімгі жылу прямой ешқандай бұрылыссыз берді от бірден сөйтіп сол күні кімнің Саматтың тұсаукесерін жасадық дейді кішігірім көршілерді шақырып баласы деген соң Байтемір тұсауын кесі дейді баланың тұсауын кесіп ана босанғанда шілдехана жасап едік қой өтірік ойдан шығарып сөйтіп жүргенде в общем екеуміз некемізді қидық дейді ғой тұсауын кеземіз деп жүрді ма бәрі тұсауын кеземіз деп жүрді некесін деп тұсауды кесемін деп некесін қиып қойған екен ғой қайшы бар ақыры деп тұсауды кесейік деген кімнің Әселдің сол кезде баланың бүгін тұсауын кесейік деген сөздің өзі некемізді де кесіп жіберейік деген ей тұсауын кесейік дегеннің өзі некемізді де кесейік деген екен да тұспалдап жаңағы ғашықтың тілі тілсіз тіл көзбен көрді ішпен білді кім Абай сол сөйтіп тұсауын да кесті некесінде некесі кеседі сөйтіп енді өміріміз дұрысталып келе жатты дейді кәдімгі енді бір отбасы отбасы болып әжептәуір бақытты кәдімгі қасіреттерді ұмытып бір жақсы есік ашылғандай өмірімізде сондай өмір сүріп келе жатқан кезіміз еді бір күні дейді түнделетіп жұмыстан қайтып келе жатсақ жұмысшылармен бір машина соғысып тұр екен дейді сөйтіп барып ішін қарасақ басы сәл жарылған екен түріне анықтап қарасам қайбір жолы бізді жолда бір құтқарып алған бір жігіт бар еді сол екен дейді жолда тастап кете алмадық дейді сөйтіп оны түсіріп алдық тағын шамалы жігіттер машинасын үйге әкелуге көмектесті дейді мен жігітті алып үйге алып келдім дейді үйге алып келдім сөйтіп енді отырғызып келіншегім сырттан отын алып кірді дейді қолынан отын түсіп кеткен кезде білдім дейді бірден келіншегімнің көптен бері ол айтады ғой мен кейін үйленгеннен кейін де бәрібір бір Әселдің жан дүниесінде бір тыныштық жоқ дейді да бәрібір жайбарақаттық жоқ дейді көшеге алаңдайды дейді біреу келетіндей ма иә біреу келетін сияқты біреуді күтетін сияқты дейді арасында тіпті баласын қолға алып көшеде жүретін кездері болады дейді біреуді күтіп мен кедергі мен ешқашан оған не үшін неге деп сұрамайтынмын дейді егерде шынымен ол сол сүйгеніне жолығып қалып кетіп жатса мен оларға араға түсе алмас едім дейді ешқашанда сөйтіп бір күні сол жігітті алып келдік қолынан келіншегімнің отын кірген кезде отын түсіп кеткен кезде мен бірден байқадым дейді оның қаншама жыл іздеп күтіп жүрген адамның сол екендігін дейді өзі әкеп берді иә жігіт екендігін сол екенін түсіндім дейді сөйттім да мен оны біле тұра екеуін қолымнан келгенше білмегендікке алдым дейді екеуін ыңғайсыз жағдайға қалдырмас үшін сөйттім дағыны ертерек жатып қалдым дейді екеуі бәлкім шешер менсіз деп азанда ұйқыдан тұрған кезде сонда мүлдем араласпаған мен араласпаймын дейді ештеңе демеген мен араласпаймын дейді өйткені ол Саматтың әкесі дейді сонда мысалы Әсел кірді отын түсті түсінді да бүйтіп бірден жатып қалды ма бірден болмаған ғой енді сіз жерге далада жалпы өте ыңғайсыз жағдай болып тұр ғой ана жерде өзің елестетіп көр ана жерде өте ыңғайсыз жағдай мен бұлардың арасына түсе алмаймын ғой бала да соныкі іздеп жүрген адам да сол мен араларына түсе алмаймын дейді ал Ілияс ана жерде анандай ойда отырады менің қақым жоқ қазір айтуға ол да ма мен тастап кеттім ғой бұл үйленіп нормально жақсы өмір сүріп жатқан екен ғой енді мен қазір айтсам тағы да қиянат жасаған боламын ғой дейді ол іштен тынады мына жақта Байтемір өзі іштей шешім шығарады сол Әсел екі оттың ортасында лаулап жанып жатыр отын бар ғой қолында оңай емес отынмен бірге ма иә отыны бар ғой деген сөйтіп азанда ерте шығып кеткенім де сол болды дейді екеуі бәлкім менсіз шешер Байтемірдің ба егер бірге кетеміз деп жатса мен қарсылық білдірмес едім дейді сөйтіп ерте шығып кеттік дейді сонымен екеуін машинасын оталдырып сонымен азанда жібердік дейді сонымен азанда кетті дейді ол
сөйтіп арасында келіп тұратын дейді, машинасымен жаңағы баласын көруге келіп тұратын. Байтемір соның бәрін біліп жүрген ғой сонда. Иә, бәрін біліп жүрген ол. Еще анау бала бір күні Самат айтады ғой, мамам жібермей жатыр кімнің Ілиястың машинасына мінуге дейді. Сол кезде Байтемір айтады ғой, ода тұрған не бар екен, мінсін деп рұқсат бергізіп береді ғой. Бірнесінде. Өте кең кісі ғой кәдімгі. Ана мен өз басым бұл повест оқыған кезде мен Байтемірдің жан дүниесіне ғашық болдым, адамдығына, адамгершілігіне. Бұл жерде басты рөлде Ілияс, басты рөлде Әсел болғанмен мен үшін бұл менің ішінде Байтемірдің несі өте қатты ұнады. Оның болмысы, оның кеңдігі, оның тереңдігі. Жалпы біздерде қазір көп төбелеспен шешіліп кететін жерлерді олар түсіністікпен, үнсіздікпен жеңген ғой. Былайша айтқанда үнсіздікпен. Негізі анау бір төбелесі болатындай жер ғой негізі. Ой, ана жерде ол айтып қоясың ғой, ана жерде. Тем более мас өзі ана. Ілиясте ерлік жасап отыр негізі. Бастығының өзін жібермей тұр ғой. Ілиясте менің не қақым бар. Мен оларға қиянат жасадым ғой, адал махаббатқа. Олардың көшеге қалдырған мен ғой. Әпе жептері қазір тапқан екен ғой адамын. Мен қазір не деп айтам дейді. Ал Байтемір былай ойлап тұр. Қаншама іздеп жүрген адамы осы екен ғой, мен не деп түсем араларына, өздері шешсін. Мен артықпын ғой бұл жерде дейді. Сонда сөйтіп Ілияс баласына келіп жүрген уақытында да Байтемір үндемейді. Сөйтіп кейін уже келмей қойды дейді. Бірақ сонда да Әсел алаңдап жүрді дейді біраз уақытқа дейін. Әлі күнге дейін алаңдайды дейді. Сол үшін де мен сізбен бірге орталыққа кете алмаймын дейді. Журналистпен қайтып келдік па? Иә, журналистке айтып жатыр. Осының бәрін? Иә. Мен қазір сол үшін сенімен бара алмаймын дей ма? Үйіне алып келеді ғой. Журналист Әселді де көрген болып тұр ғой. Ойлаңыз. Бірақ Әсел көргендігі туралы жазбаған. Сөйтеді да ол көрмеген шығар онда. Иә, осылай болды дейді. Сөйтеді да ол жазады. Мен осы жерде жаңағы пойыздағы әңгіме кезінде мен жаңағы жігітке айтуыма болатын еді. Мен сол Байтемірмен жолықтым ғой. Ол осындай әңгіме айтты ғой маған деп. Білемін әңгімеңді. Жоқ, осыны айтсам ба екен деп отырдым дейді да. Айтсам ба екен деп отырдым. Жол ұзақ айта берсін дедім. Тоқтаса енді мен айтайын да. Айтсам ба екен деп отырдым дағыны. Оны мен айтпасам да екеуі бір-біріне үнсіз бір-біріне құрметпен кеткен екен ғой. Олардың арасына түсіп не істеймін мен деп. От салып қайтады. Олардың арасында мен сөз қозғағанда не істеймін? Байтемір сен туралы бүйтіп айтты ғой деп. Бір-біріне деген сыйластық, бір-біріне деген құрмет, адами биіктік көрініп тұрған жерде мен не айтамын дейді. Сол күйінше қалдырдым дейді. Сонда оқиға немен аяқталды қамеге? Байтемірмен қалды ма Әсел? Әсел Байтемірмен қалды. Ілияс жаңа өмір бастауға кетті. Ілияс Ошқа кетіп бара жатыр. Ілияс журналист екеуі Ошқа кетіп бара жатыр. Жоқ, кейін түсіп қалды дейді ол. Журналист Ошқа кетіп бара жатыр, Ілияс Ошқа жетпейтін бір станциядан түсіп қалды дейді. Болды. Сөйтіп ары қарай мен кітап жаздым. Ошқа дейін кітап жаздым. Бірден ше. Жоқ, керемет. Енді керемет болғанда мысалы біз кез келген кітапты оқып оның қызығын ғана сол жердегі бір қызықты сәтіне ғана жаңа таңдай қағып таңырқап ой үйтпеді ма бүйтпеді ма деп жаңа сезімдеріміздің сергелдең болғандығына мәз болып қана қоймай, одан біз не түйеміз, не аламыз деген ой болу керек та. Сол үшін сендер бұл повестте не көрдіңіздер? Сен не көрдің мысалы үшін? Сен не көрдің? Көргенсіз. Я ана арасында қойып отқан сөздеріне қарап, не деймін мен басқа? Сен повесттен не көрдің? Не алдың өзіңе? Хамеге, менің ойымша, бұл жерде Әселдікі дұрыс емес. Әсел егер Ілиясты шын сүйсе, шын жақсы көрсе, о баста кетпеу керек еді үйден. Қазіргі таңдағы проблема ғой, негізі жас жұбайлардың арасындағы. Күйеуің қандай болса да, ол сенің таңдауың, өз таңдады ғой, өз қосылды. Демек, ол қандай болса да, оны қабылдай білуде керек еді. Не дейді, тұлпар айналып, қазығын табар. Мен де сондаймын. Өлеңдегі дейді. Шынымен мен сөйтіп ойлаймын. Дегенмен сөзінде де жан бар. Қателеспейтін адам, сенің вариантыңды қалдырайық.
өзіңде жоқ әлі талқыламайық. Сіз қалай ойлайтын едіңіз? Мен Не берді сізге бұл повесть? Маған бұл пойыз деген пойыз деп айттым ғой мен де. Бұл шығарма маған сол кездегі адамдардың адамгершілігін түсіндім мен. Адамгершілік. Бір-бірін ыммен түсініп тұр ғой енді. Дым айтпай, даже бір-біріне дым айтқан жоқ. Кеттік деді, бармайым деді. Сабырлықты айтсаңыз дұрыс. Адамдардың жаңағы айтқанда тереңдігі ұнап тұр ғой. Мысалы Байтемір Әселден мүлдем сұрамаған ғой ол. Сол ғой. Мына жағдайда не бізді миын жеп қоямыз ғой, нәп жүрсің. Жолдың бойында балаң бар, ажырасқансың ау. Суретке түсіріп алып Инстаграмға сала жіберіп осындай мынаны құтқардым, осындай қайырымдылық жасадым деп. Міне үстімдегі нені осыған бердім. Міне баланы қойныма алдым. Оның үстіне апа жатыр. Іште апа жатыр. Больницадан бір жақсылық істеп кетті. Оның бәрін жаңағы кішкентай нәрсе айтып, жаңағы айдағаның бесешкі ысқырығымыз жер жармақ. Бұлардың адамгершілігінің мықтылығы сол Инстаграмның болмағаны шығар сол кезде. Мүмкін. Мәміле жоғары болып тұр ғой. Ол да енді ол рас. Мен жай құйтыр қыладым. Сіз не түсіндіңіз? Не ұқтыңыз? Не алдыңыз өзіңізге? Бұл шығармада жаман адам жоқ сияқты менің ойымша. Жантайшы сол нені жеткізіп берген. Жантай анау сен Жантайға ұқсайсың дейсің. Сол сатып тұр ғой. Сол сатып тұр мін. Сол өсекшілік жасап тұр ана жерде. Бірақ енді бір семьяның бұзуына себеп болып тұр, бүлік шығарып тұр. Себеп болуым болды, бірақ ол ішкі жүрегінде көзін ашып тұр ғой. Иә, шындықты судың бетіне шығарғысы келіп тұр ғой. Қазіргі Инстаграмдағы біраз әйелдердің әңгімесін айта бастадыңыз мына жерде. Роза коуч. Сен жаңа ғана басқа нәрсе айтып отырсың Әсел туралы. Неге мен қазір бекер қорғадым сені. Өзің. Сонымен ол ойын аяқтасын. Және жігіттердің бір образын күшті сипаттаған сияқты. Жігіт адам қандай болу керек екені туралы. Байсалды. Еркек адамның негізгі болмыс бітімі осындай мінез ұнады диско бір вариантыңды алуға болады екен. Мен үшеуінің де қайшы ештеңе айтамайды екен. Сенің де айтып жатқаның дұрыс бір жағынан. Жаңағыдай адам кез келген сәтте кешіріммен, кеңдікпен қараса, ол біледі ғой Ильястың қандай адам екенін негізінде. Ол біледі. Өткізіп жібере салу керек еді. Мүмкін солай болар ма еді, білмеймін. Сіздікі жаңағы адамның мінезі, Байтемірдің тереңдігі мінез. Ал сенікі жаңағы Ильястың қайсарлығы. Бұлардың барлығы ер азаматтың бір бойынан табылып жататын болса, керемет емес. Бір шаңырақтан табылып жататын болса, осы сіздер ойлаған нәрсе, бұл негізі жақсы нәрсе. Кім сіз ойлаған жаңағы адамның кеңдігі, тереңдігі, сіз ойлаған жаңағы адамның жаңағы бірбеткейлігі, қайсарлығы, сіз ойлаған жаңағы кешірімділік, түсіністік, шеңберді сәл ұзарту керек та. Негізі. Сол ғой. Жақсы олапсыр. Ал менің ойым вообще басқа нәрсе дейін. Жоқ, менің ойым, мен тағы да жаңағы нәрсені айтамын. Біздер көп жағдайда бір мәселені шешіп жатқан кезде ақылмен шештік деп ойлаймыз. Бірақ көп нәрсені біз эмоциямен, ашуымызбен, мінезімізбен ғана шешіп қояды екенбіз. Ақылмен шешкен кезде ол ақыл деген нәрсе бұл Алланың бізге берген нығметі. Бұл жерде бізде әрқашанда сынақ тұрады. Сен кез келген бір оқиғаның құбылыстың алдында сен ақылмен шешесің ба, жоқ әлде мінезіңмен шешесің ба? Ақылмен шешіп сауап алып, екі дүниең үшін азық қыласың ба, жоқ әлде мінезіңмен жаңағы менмендігіңмен шешіп, екі дүниең үшін қасірет бола ма? Ол сол жерде сенің өзіңді көкірек ұратыныңды көрсетіп қалу үшін шығарған шешімің ертеңгі күні басыңа таяқ болып тиюі мүмкін деген үлкен бір ғибратты беретін сияқты да. Мен осы нәрсені көрдім. Ал жаңағы Байтемірдің мінезіне мен шынымен ғашық болдым, оның тереңдігіне. Ал енді жаңа Әселдің несіне енді мен ол жерде ештеңе деп айта алмаймын. Мен кінәлі болып қалдым ба? Жоқ, мен оған қарсы шығып жатқан жоқпын. Мен бірақ ештеңе айта алмаймын дедім. Жалпы Байтемірдей азаматтар көп болсын. Әсіресе жаңа жол жөндейтін жерде. Әсіресе Шымкенттен Алматының арасында ғана авиздерде. Дұрыс болды ма, дұрыс болмады ма, комментарий походу біздікі дұрыс емес болды. Құрметті YouTube арнамыздың көрермендері, осымен кітапхан бағдарламасының кезекті шығарылымы аяқталды. Қоңырауша, жазылу барлығы өз қолдарыңызда. Рахмет көп.